way I need to go, but I wanna hold on a little longer. Алдымен танысып алайық. Менің есімім Мақпал Қаратай. Мен проводникпін, яғни проводник деген не, жанботалар? Проводник деген сені қараңғылықтан жарыққа шығарушы адам. Проводник деген сені ескі өмірден жаңа өмірге жетелейтін жол серік болып табылады. Яғни мен сені қолыңнан ұстаймын да қараңғылықтан жарыққа қарай алып шығам. Өйткені проводник жолды білет, ол қараңғылықта да болған, жарықта да өмір сүреді. Сондықтан мен сіздерге бүгінгі эфирдің проводнигі болып табылам, иә? Мұқият тыңдап отырамыз. Барынша қазір мен сіздерге айтып қояйын, жанботалар, жазбай тұра тұрсаңыздар, өйткені түсінемін, сіздер қазір бүйтіп активный болып жазуға тырысып жатсыздар. Яғни мен қазіргі сіздерден сұрануым, эфирге назар аударыңыздар. Мен айтқан ойларға, осознаниелерге назар аударыңыздар, және практиканы менімен бірге мұқият жасаңыздар. Мен сіздерге өзімнің тарапымнан айтқым келеді. Мен настолько бүгінгі ниетім сіздерге болсын деген, чтобы сіздер осы сабақтың барысында ұқсыншы, что жарық сәуле бар екен ұқсыншы деген оймен от души, как всегда, щедро біліммен бөлісетін болам, және өзімнің энергияммен бөлісетін болам. Сіздерден өтініш, мұқият тыңдаңыздар, жанталасып жазбаңыздар. Қажет кезінде мен сіздерге сұрақ қойған кезде ғана активность танытыңыздар. Қазір мені тыңдап алыңыздар. Әр қарай кеттік, жанботалар. Енді неліктен бұл тақырыпты Мақпал Қаратай квантовый переход, квантовый скачок деген тақырыпты үнемі қозғайды? Себебі менің өзімнің өмірімде квантовый скачокты қаншама мәрте жасаған адаммын, яғни. Осыдан қаншама жылдар бұрын мен қиналып жүргенде, қарызбен өмір сүрген кезімде, 500 000 теңгеге ешкім мені жұмысқа алмайтын журналист болып өмір сүріп жүрген кезімде, бірақ мұқият тыңдаңыздар, жанботалар. Яғни сондай кезеңде мен алдымнан осы квантовый скачок жайлы ілімдер шыға бастады. Мен осы ілімдерді терең зерттедім, медитацияға отырдым, өзімнің жаңа нұсқамды жасадым. Соның арқасында менің өмірімде өзгерістер болып, ескі өмірден жаңа өмірге не істей алдым? Мен секіре алдым. Яғни қарапайым айлыққа қарап жүрген маманнан 1 миллион адам танитын маманға мен аз уақыттың ішінде не істедім? Айнала алдым. Қазір әркім менің успехымды тыңдау арқылы өздеріңізге измерять етіп қараңыздар. Яғни сіздің де тура осындай ғажайып өміріңіз бар деген сөз. Ары қарай кеттік. Квантовый переход жасау арқылы мен үйде отырған мамадан 100 мемлекетті аралаған мамағарын айналдым. Мен сіздерге қызық айтайын, қыздар, жігіттер, мен осы 40 жасыма шейін шетелге өте сирек барғам, бар жоғы бір 2-ақ рет па саяхаттаған адам болатын болсам, 40-тан кейін, мен қазір жасым 45-те, биыл 46-ға толады. Осы жылдардың ішінде мен 100 мемлекетті араладым, 100-ден астам мемлекетті араладым. Даже бір жылдары, например, 25 рет саяхатқа шыққан кездерім болды. Американы көрдім, Европаны көрдім, әлемнің даже жақында ғана Ниагарский водопадты көріп келдім. Яғни әлемнің бүкіл қалаған жерлерімді аралай алдым. Сондықтан кім саяхаттағысы келеді, кері байланысқа беріп қойыңыздар, әрі қарай кеттік. Кванттық переход жасау арқылы, кванттық переход деген не, жанботалар? Кванттық переход деген ескі өмірден жаңа өмірге секіру болып табылады. Осыны жасау арқылы мен баланы қалай бағам, ақшаны қалай табам деген қорқыныштан, жанботалар, ең қымбат оқу орындарында баласын оқытып жүрген анаға айналдым. Яғни менің үлкен қызым қазір Америкада, Флоридада, Орландо қаласында білім алса, екінші қызым Канадада оқиды, менің Торонтода, үшінші балам менің Дубайда оқиды. Яғни мен соншалықты ақшасыз өмірден, қазір айтып отырып өзімнің де кейде жылағым келіп кетеді, ақшасыз қиналған өмірден секіріп, осы реальностьті өзімнің өміріме әкеле алдым. Сондықтан мен өзімнің осы квантовый скачок, квантовый переход деген дәрісімді от души түсіндірем, себебі менің өзімнің өмірімде қаншама скачоктар болды, жанботалар. Әр қарай кеттік. Енді квантовый переход жасау арқылы қарызды қалай жабамын, ақшаны қайдан табам деген қорқынышпен мен өмір сүрдім, жанботалар. Менің кәдімгідей ай сайын кредитім өте көп болды. Төбемде төніп тұрған қарыз көп болды. Шарасыз кәдімгідей күйде ғұмыр кештім. Енді не істеймін, Құдай-ай деген ойлармен ұйықтамаған кездерім болды. Содан көлікті, үйді наличкаға алатын деңгейге өсе алдым, яғни. Мына жерде, кстати, Америкада түскен суреттерім бірі. Яғни қарасаңыздар, қандай ғажап суреттер. Яғни сондықтан қазір сіздерге де осы ғұмырыңыздың бар екендігін айтқым келеді. Енді
Дәл қазір жанботалар сұрақ, кім үлкен ақшаға переход жасауға дайын? Бүгінгі тақырып біздің үлкен ақша деп аталады. Кім үлкен ақшаға скачок, переход жасауға дайын? Кім дәл осы эфирдің барысында, дәл бүгін ескі өмірін артқа тастап, жаңа өмірге бүйтіп прям аяқпен нығарлы қадам жасауға дайын? Мен лайықтымын деп жасаңыздар, яғни. Бұл өмірде мен сіздерге айтайын, квантовый переход жасау үшін мен лайықтымын деген сезімді өзіміздің тәнімізге жазуға тура келеді. Яғни сіздің позволениеңізге сәйкес өміріңізде өзгерістер келеді. Мен лайықтымын деп жазыңыздар, мен деп жазбаңыздар. Лайықтымын, прям теламен сезіңіздер. Өйткені мен сіздерге айтқым келеді, квантовый скачок жасау үшін жанботалар ең бірінші құпия номер 1. Сіздің тәніңізге сіңген дүниелердің барлығы сіздің өміріңізде орындалады. Тәнді сендіру керек. Көп адам ауызбен мен миллионермін деп ойлайды, мимен мен миллионермін деп ойлайды, но тело не верит. Яғни телоға записаться етілген дүниенің барлығы сіздің өміріңізде ақиқатқа айналады. Сондықтан мен лайықтымын деген прям телоңызды сендіре отырып айтыңыздар. Я лайықтымын. Все, я хочу ол өмірді, ақшалы ғұмырды, әлемді аралайтын ғұмырды, өзімнің арманыма жететін ғұмырға. Мен лайықтымын деген сезімге өтіңіздер. Дальше кеттік. Кванттық переход жасау үшін жанботалар 28 күннің ішінде сіздерге негізгі 4 қадамды білсеңіз болды. Ол қандай қадамдар? Қазір ойланып, маған прям назарыңызды бұрып қараңыздар. Яғни өміріңізде ескі өмірден дәл бүгін осы жерде отырып қаншама адам қазір секіретін болады, переход жасайтын болады. Өйткені ежесекундно әлемде, вселенныйда өзгерістер болуда. Сондықтан сол ескі өмірден жаңа өмірге секіруді үшін жанботалар 4 қадамды білсеңіз жеткілікті. Ол қандай қадамдар? Дальше кеттік. Біріншісі мультивселенная теориясы. Бұл теория бойынша сенің шексіз версияларың бар. Дәл қазір мен сіздерге түсіндіретін боламын. Мультивселенная теориясын мұқият түсіндіремін, маған назар аударыңыздар. Дәл қазір, өткен жол мен, кстати, сабақтардың бірінде сызып берген едім. Қазір сызып бере алмаймын, сызбай ақ қояйын, хорошо, былай тыңдаңыздар. Дәл қазір назарыңызды маған аударыңыз, мұқият қараңыз. Дәл қазір сіздің ғажайып бақытты нұсқаларыңыз толып тұр вселенныйда. Оны өзінің еңбектерінде Вадим Зеланд немесе әлемдегі ұстаздардың бірі дәл қазіргі измерениеде сенің бай нұсқаң, бақытты нұсқаң, тұрмысқа шыққан нұсқаң, немесе сенің жаңағы пәтер алған нұсқаң, немесе шетел аралаған нұсқаң, дәл қазір шексіз миллиардтаған өте көп нұсқаларың бар. Бұл теория бойынша, мультивселенная теориясы бойынша, яғни кванттық жалпы механика бойынша 1000 миллиардтаған сенің нұсқаң бар. Біз осы нұсқаға квант кеңістігінде не істеуіміз керек? Секіруіміз керек. Мен айтайын, мультивселенная теориясына жанботалар мен сенбедім. Яғни мен ойладым. Өйткені біздің мозг реальностьқа қарай біз не итермелейді. Сондай моменттерде мен жетістікке жету үшін, адамның өмірінде ақша болу үшін, адам бір қандай да бір арманына жету үшін көбірек зорғу керек, жанталасу керек, аузынан ақ көбік аққанша жұмыс істеу керек, 24/7 трудоголизммен ауыру керек. Сондай көбірек жұмыс істейтін болса, бәлкім адамның өмірінде қандай да бір байлық, бақыт келе ма деп ойладым. Мен сіздерге айтайын, мен бұл нұсқа бойынша жүріп көрдім. Өмірімнің почти 20 жылын өте қатты еңбекке арнадым. Өз-өзімді аямадым. Қаншалықты зорыққан сайын, қаншалықты жанталасқан сайын, өз-өзімді аямаған сайын, наоборот, керісінше мен қарызға кіре бердім. Керісінше батпаққа одан әрі бата бердім. Сол кезеңдерде менің алдымнан қазір мультивселенныйда, қазір прям мұқият тыңдаңыздаршы, мультивселенныйда сенің бай бақуатты нұсқаң тұр деді. Йоп, пашамайт дедім. Қалай ол тұр? Яғни сенің міндетің сол бай бақуатты нұсқаңа қарай секіру деді. Қазір мен сіздерге осы нәрсені терең ұғындыратын болам. Дальше кеттік. Енді міне сіздерге ашып берейін. Сенің бай версияң бар, сенің кедей версияң бар, сенің бақытты версияң бар, жаным, сенің қазір бақытсыз версияң бар. Дәл қазір мен сенің миың жететіндей бір миллиардтаған версияңды алмай қойық, хотя бы 5-6 версияңды алайық. Сенің Америкада өмір сүріп жатқан нұсқаң бар дәл қазір. Просто хотя бы бір моментке отключите свой ум. Үздіксіз, ай, мына Мақпал Қаратай не айтып кетті деген умды отключайым.
Сіздердің көпшіліктеріңіз ғажайыпқа бәлкім бала кезіңізде сендіңіз да, бір ғажайыпқа сендік, өмір бір таңғажайып сияқты болды. Содан кейін біз өмірде есейе бастаған кезде өмір бізді маңдайымыздан ұрды, қиындықты берді, сатқындықты көргеннен кейін біз осы ғажайыпқа сену деген дүниені не істедік? Айырылып қалдық. Мен сіздерге бір сәтке ертегіге, ғажайыпқа сенуге кеңес беремін. Мысалға, адамдардың көпшілігі маған Инстаграмда болсын, әлеуметтік желіде сен қалай квантовый скачок деген дүниені насихаттайсың деп айтады. Өйткені ақиқатта өмірімізде қиындық тұр, ақиқатында өмірімізде шешілмеген проблема тұр. Сен қалай насихаттайсың деп айтады. Жанбота, қазір дыханияңа назар аудар, деміңе назарыңды аудар. Сөйт та маған жауап берші, сенің кеудеңе ауаны кіргізіп шығарып жатқан кім, сен ба? Сен өз-өзіңе қазір мен демалам деген команда беріп отырсың ба? Немесе сенің жүрегіңді кім соқтырып тұр, Жанбота? Сенің қаныңды кім айналдырып тұр, сенің асқазанындағы тамақты кім қорытып тұр? Яғни осы процестердің барлығы біздің жер планетасында өмір сүруіміздің өзі белгісіз күштің арқасында өздігінен жүзеге асуда. Сен қалай кішкентай түйір қаннан жаратылып, осыншалықты алып адамға айнала алдың? Яғни сенің даже бір тісіңнің өзін әлемнің ең мықты ғұлама ғалымдарының өзі адамның тісін қайтадан жарату мүмкін еместігіне күн сайын көз жеткізуде. Яғни сенің өзің тұнып тұрған ғажайып болып табыласың. Мысалға, мынау әлемде 18 мың ғалам ғажайып болатын болса, Алланың жаратылысының барлығы, таулар, өзендер, көлдер, тіршілік атаулының бәрі, сондай үлкен ғажайыптың бірі ол сен болып табыласың. Яғни сен Алланың құдіретімен жаратылған, мен үнемі өзімнің ретриттарымда күлем, мады-ин Құдай, яғни Құдайдың құдіретімен жаратылған шексіздіктің бірі сен болып табыласың. Сондықтан дәл қазір бір сәтке отключаем свой ум, яғни мүмкін емес, менің ондай версиям тұруы мүмкін емес деп. Менің ішімдегі дауыс, ар жақтағы төмендегі үнемі сөйлейтін дауыс, сен осылай қалдың. Саған байлық, бақыт ешқашанда келуі мүмкін емес, яғни сен ешқашанда бай болмайсың деген сөзді үздіксіз айтты. Мен сіздерге айтқым келеді. Дәл қазір, Жанботалар, бір сәтке просто бір-ақ минут экспириенс ретінде, эксперимент ретінде өзіңіздің умыңызға сенбей тұра тұрыңызшы. Просто одну секунду, ол үздіксіз біздің онша емес екенімізді айтады, үздіксіз біздің әдемі емес екенімізді айтады, үздіксіз біздің қолымыздан келмейтінін айтады, өмірдің өзгермейтінін айтады. Отключите на секунду ум. Отключаем. Когда ум отключается, адамның умы, біз неге қосыламыз? Біз өзіміздің шектеуліден шексіздікке келіп қосыламыз. Бұл жайлы мен қазір сіздерге асықпай баяндайтын болам. Дәл қазіргі ұғатын жеріңіз, Жанбота, сіздің бай бақуатты нұсқаңыз тұр. Әлемнің өзі ғажайып. Яғни сіздің міндетіңіз осы бай бақуатты нұсқаңызға өтуіңіз керек. Енді сіздерде автоматым сұрақ туындайды. Мақпал Қаратай, яғни сол бай бақуатты нұсқамызға қалай өтеміз, яғни қалай өтеміз? Аллахым ұлық дейді. Молодец. Яғни қалай өтеміз деген сұраққа мен сіздерге айтқым келеді. Өту үшін, Жанбота, мен сіздерге осы ақиқатты алғаш ұққан кезде мен кәдімгідей таң қалып қалдым осы инсайтты алған кезде. Яғни біз белгілі бір мөлшерде 35 жасқа шейін қалыптасамыз. Біз қалыптасқанды менің ұстазым, әлемдік ұстаздардың бірі Джо Диспенза айтады. Человек запрограммированный робот дейді. Яғни біздің ойларымыз қалыптасады, біздің сезімдеріміз қалыптасады, біздің реакциямыз қалыптасады, біздің восприятиеміз қалыптасады. Белгілі бір мөлшерде біздің бүкіл әдетіміз, ойларымыз, әр оқиға кезінде өзімізді қалай ұстайтынымыз, осының бәрі қалыптасқан. Енді осы ақиқатты қазір мұқият тыңдасаңыздар, Жанботалар, прям от души тыңдасаңыздар, сіздің ішіңізде қандай программадан тұрасыз, сіздің ішіңізде бөлінетін сезімдер қандай, ойлар қандай, сіздің сыртқы өміріңіз соның айна қатесіз көрсеткіші болып табылады. Яғни сенің бай нұсқаң, дәл қазір пәленбай пәртері бар, әлемді саяхаттайтын нұсқаңның ішкі процесі мүлдем басқа болып табылады. Түсініңіз ба? Яғни сенің қазір ішіңдегі ойларың, мен онша емеспін, мен әдемі емеспін, маған байлық қайдан болсын, менің білімім жоқ, бәлкім мен недостаточно көбірек жұмыс істеймін деген сенің ойлар, сондай ойлар басыңа жиі келеді. Немесе мен енді ақшаны қайдан жабам, кредитті қалай жабам, епашамат деген ойлар келеді. Сол ойларға сәйкес біздің бойымызда сезімдер көтеріледі. Яғни сол ойларға сәйкес. Сол ойлар мен сезімдер сенің өміріңді шақыра беретін
болатын магниттер болып табылады Жанбота. Яғни мұны менің ұстазым Джо Диспенза айтады. Сенің ойларың күндіз-түні вселенныйға ақпарат беруде. Қазірдің өзінде сен осы ақпарат беріп отырсың. Қазірдің өзінде сен жаңағы өзіңнің өміріңді жасап отырсың. И сенің сезімдерің сол ақпаратқа сәйкес оқиғаларды тартып алады. Егер сенің ішіңде отчаяние, өмірден түңілу, өзіңді жек көру сезімі болатын болса, соған сәйкес алдыңнан оқиғалар шыға береді. Осы нәрсені мұқият тыңдасаңыздар. Жанботалар, сондықтан дәл қазір айтқым келеді, сенің бай нұсқаң қазір кванттық кеңістікте тұрған. Прям бір рет болсын сеніп көрші Жанбота. Сенің бай нұсқаң, бақытты нұсқаң, ақшалы нұсқаңның ішкі сезімдері мен ойлары мүлдем басқа болып табылады. Осы жерде саған бір керемет құпияны айтқым келеді. Яғни осы жерде бір керемет құпияны айтқым келеді. Әрбір адамнан оның ішкі сезімдері қандай, реакциясы қандай, восприятиесі қандай бөлінетін вибрация бар. Сенен дәл қазірдің өзінде толқын бөлініп отыр. Яғни вселенныйды өзің бөліп қараш, төменгі саты, средний саты, жоғарғы саты деп. Тек қана жоғарғы сатыға вибрациясы жоғары адамдар ғана жете алады. Егер сенің вибрацияң жаңағы шүкіршілік, қуаныш сенікі, доверие Құдайға деген, өзіңе деген шексіз махаббат, өмірге деген қалтықсыз сенім, болады менде бәрі деген четкий сенім тұратын болса, Жанбота, онда сен автоматты түрде жоғарғы вибрацияға қарай өтесің де, сол жоғарғы вибрациядағы оқиғалар сенің өміріңе өздігінен іздеп келе бастайды. Мұны менің ұстазым Джо Диспенза айтады. Яғни есікті жауып, үйіңді құлттап жатсаң да, оқиғалар не істейді, сені өздігінен табады. Өйткені Жанботалар, вселенныйдағы алмасу процесі үздіксіз жүруде. Қазірдің өзінде де алмасу процесі жүріп жатыр. Сенен бөлінетін вибрация волнаға сәйкес оқиғалар келінеді. Егер сенің жаңағы мен бейшарамын ғой, енді қайттым, айлықты қалай төлейм, ананы қайт жабам деген сенің ішкі ойларың осы күмәннан, күдіктен тұратын болса, онда сен төменгі вибрациядағы оқиғаларды не істеп жатсың? Шақырып жатсың. Сондықтан қазақта сөзі бар, Құдай бір айналдырғанда шыр айналдырады деп. Өйткені сенің ішіңдегі бөлініп жатқан вибрациялар осы болып табылады. Осы нәрсені ақиқатты ұғып алыңыздар. Дальше кеттік, дальше. Қазір біздің міндетіміз өзіміздің бақытты, кәдімгідей нұсқамызды табу. Как только сен сол нұсқаның сезінетін сезімдерін сезінген кезде, сол нұсқаның ойланатын ойларын ойланған кезде, сол нұсқаның киетін киімін киген кезде, киімін деген сөз кавычках Жанботалар, яғни соған сәйкес сенің өміріңде оқиғалар бола бастайды. Мен сіздерге айтайын, гарантия берейін, ешкім сіздің шапкаңызды шешіп қоймайды Жанбота. Просто 2-3 күн кәдімгідей істеп, осы айтылған нәрсені істеп көрсең, өміріңде крошки деп атайды бұны Джо Диспенза. Күтпеген жерден сенің жолың бола бастайды. Как будто фортуна улыбнулась сенің өміріңде. Яғни мен неліктен бұл 28 күннің ішінде бай бақуатты нұсқаңа секір дедім. 28 күннің ішінде ақшалы нұсқаңа секір дедім. Өйткені сен 28 күннің ішінде сол сезімдерді сезіне беретін болсаң, автоматты түрде сенің қазір қиналып жүрген өміріңнен лақтырып тастайды. Өйткені сен ол өмірде, ол вибрацияда өмір сүруге жарамайсың. Сені автомат түрде бақуатты жол болатын ақшалы ғұмырыңа лақтырады. Мен саған гарантия берем. 100% гарантия берем. Егер сен сол нәрсені жасасаң. Енді мен сіздерге айтайын. Өйткені біз күнделікті отчаяние сезінеміз, күнделікті өмірден баз кешуді сезінеміз. И соған сәйкес өмірді не істейсің сен? Тарта бересің. Сондықтан әрбір адам тоқтап, жаңағы өзінің ішкі сезімдері мен ішкі процестеріне назар аудару керек. Жанботалар, мен сіздерге шын жүрегіммен айтқым келеді. Сіздер білесіздер, мені танисыздар, яғни мен өмірде ойладым. Бүкіл жауап сыртқы өмірде. Яғни мен көбірек жаңағы рилс түсірсем, бәлкім атып кететін сияқты. Көбірек жаңағы зорғып жұмыс істесем, бәлкім ақша табатын сияқтымын. Базарда көбірек тұрсам, саудам жүретін сияқты. Мен, кстати, саудада жасағам. Барлығын істеп, өз-өзімді жаңа қинағанмен, зорықтырғанмен, аямағанмен, мақпал тұр давай жұмыс істейміз, ақша табам дегенмен, мен таба алмай қойдым, Жанботалар. Бұл оқиғаны прям четко ұқсаңыздар, осы нұсқауды. Никогда сіздердің нәтижелеріңіз сіздің сыртқы
еңбегіңізге байланысты емес. Бұл өмірде талай адамды көрдім. Аса қатты зорықпай-ақ бұрқ-бұрқ етіп жол ашық. Күтпеген жерден оларға жаңағы тұрмысы көтеріліп кетеді, күтпеген жерден машина келеді, күтпеген жерден ақша келеді. Өйткені ол адамдар спокойно өмірмен не істеп жүр? Танцевать етіп жүр. Өйткені ол адамдардың ішкі состояниесі басқа. Сенің состояниең қандай, соған байланысты өмірің де соған сәйкес өзгереді. Осы нәрсені ұқсаңыздар, енді мен сіздерге бір дүниені айтқым келеді. Жанбота, сенде негізі таңдау құқығың әрдайым бар. Біз ойлаймыз, біздің таңдау құқығымыз жоқ, яғни бізге осы тағдыр жазылған, менің өмірім осылай өтеді, енді әр қарай тек қана қинала беретін шығармын, тек қана осылай енді мен өмірімді аяқтайтын шығармын деп ойлайсың, бірақ сенде таңдау құқығы әрдайым бар. Неліктен? Бірақ сен таңдау бар екенін білмегендіктен не бар соны іліп мәз болып жүрсің дейді. Яғни не бар соны алып мәз болып жүрсің. Өйткені сен өзіңнің таңдау деген дүние как это деп ойлайсың. Мысалға, представь себе, қазір маған қарап отыр, мені саған таңдау берді. Мынау сенің жаңағы қиналып еңбектенетін жолың, мынау сенің ақшалы ғұмырың, мынау сенің Америкаға тұратын ғұмырың, всегда таңдау бар. Прям өзіңізге осы нәрсені айтыңызшы. Всегда есть выбор. Всегда. Просто мы не умеем выбирать, таңдауды білмейміз. Өйткені біз ойлаймыз, маған бұйырғаны осы ғана. Маған басқа ғұмыр бұйырмаған, маңдайыма жазылған осы, мен әке-шешем жаңа ақшасыз өткен, менің өмірімде ақшасыздық, яғни менің ата-бабамда ешқандай бақуатты адам болмаған, менің маңдайыма жазылған нәрсе ол өмір бақи кредит төлеу, осылай өту деп. Ал на самом деле просто өзіңізге прям қайталаңыз, менде таңдау құқығы бар деп. На самом деле сізде всегда таңдаудың құқығы бар. Неліктен? Жанбота, қазір мен айтқатын дүниені прям терең сезініңіздер. Өйткені мен бағанадан бері қазақша айтқанда ақтер көктер болып сіздерге түсіндіргім келіп жатқан дүние дәл қазір сенің бай бақуатты нұсқаң тұр. Қазір осы жерде бір нәрсені түсінсеңіздер. Сіз қазір мені қиналып жүрген моментіңіз, мынау сіздің қиналып жүрген нұсқаңыз. Ақшасыз нұсқаңыз, жаңағы прям жасайсыздар қазір квантовый переход, прям мұқият тыңдаңыздар. Мынау сіздің ақшасыз нұсқаңыз, қиналып жүрген нұсқаңыз, зорығып жүрген нұсқаңыз, кортизолда жүрген нұсқаңыз қазір. Енді сіздің бай бақуатты уже бай нұсқаңыз бар. Екеуі де сізсіз. Енді сіздердің көпшіліктеріңіз ойлайсыздар, мынау бай бақуатты, телефонымды алайын, міне бай бақуатты нұсқаңыз. Енді көп адам былай ойлайды, мынау А точкасы, мынау Б точкасы, енді көп адам ойлайды, мен қазір мынау Б точкасына жеткен кезде бақытты болам деп ойлайсыз. Мен қазір мынау жаңа қалаған машинамды алғанда, тұрмысқа шыққан кезде, немесе қазір мұқият тыңдаңыздар, ойыңызды бөлмеңіз, әрі қарай ой келіп қазір сізді әрі қарай алып кеткісі келеді, назарыңыз менде болсын, Жанбота. Яғни мынау қазір мен осыған машинаға жеткен кезде, үйге жеткен кезде мен осы бақытты болам деп ойлайсыз. Осыған жеткен кезде ғана, Б точкама жеткен кезде. Но главный құпия мынада, Жанбота, сіз қазір бақытты болған кезіңізде, сіз қазір состояниен сезінген кезде, сіз қазір байлықтың үстінде бір шіреп отырғандай, ақшаңыз настолько көп, что оны қайда жарататынын білмей отырғандай состояниеде отырған кезде сіз сол өмірді тартасыз. Өйткені Жанботалар, сіздердің әрқайсыларыңыз магниттік күшке иесіздер. Сіздерге айтып жатырмын, осы нәрсені миллион рет айтуға дайынмын. Дәл қазір просто бір сәтке өзіңіздің бай екеніңізді, бақытты екеніңізді сезінсеңіз, сіз анау кванттық кеңістіктегі нұсқаңызға сигнал бересіз. Өйткені сол кванттық кеңістіктегі нұсқаңыз не дейді? Сізге келіп келеді. Яғни менің ұстаздарымның бірі Пол Гертман ғой, ұмытпасам, қазір атын шатастыру мүмкін. Сол кісінің айтуы бойынша, ол әрдайым мысалға өзінің жаңа мамандық игергісі келген. Мысалға фотограф болғысы келген, бірақ ешқашанда фотограф болып көрмеген. Сол кезде мен алдымен өзімнің супер фотограф екенімді, менің супер немесе суретші екенімді сезінем дейді. Қазір ол кісінің жасы 84-те, әлемнің ең мықты мұражайларында ол кісінің еңбектері тұр. И фотографиясы тұр, и жаңағы суреттері тұр, и сонымен қатар картиналар тұр. Ол суретші ретінде танылады, яғни ол жаңағы фотограф ретінде де танылады. Сондықтан ол қатты маған сендірген ұстаздарымның бірі, сенің қалаған нұсқаң қазір тұр. Сенің даже жаңағы әнші болғың келсе, әнші нұсқаң тұр. Танымал блогер болғың келетін болса, танымал блогер нұсқаң тұр. Яғни сенің сол қазір байсың сен.
қазір сенің машинаң бар. Қазір, міне ішкі сезімдеріңе назар аудар. Қазір сенің қалаған пәтерің бар. Қазір сенің сүйіктің бар. Қазір сенің сәбилі болдың. Қазір сенің денсаулығың мықты. Енді мен сіздерге осы ақиқатты тағы бір мәрте ашып көрсетпекшімін. Менің ұстазым Джо Диспензаға бір әйел барады. Онкология 4-й стадий, ол әйел айтады. Мен өзімнің жаңағы әйел айтады, ол әйел жазылып кеткен кейін онкологиядан, ол әйел айтады, менің денсаулығы бар нұсқам қайда, менің дені сау нұсқам қайда деген кезде, Джо, мировой ұстаздардың бірі, жаңағы әйелдің бетіне қарайды да, сен қазір денің сау дейді. Қазір сау сенің денің. Не надо искать? Яғни сен нені сезінесің, сол өмірді не істейсің, Жанбота? Тарта бересің. Бұл ақиқатты қазір барлықтарыңыз естисіздер. Пашамайт, Мақпал Қаратайдың айтып отырған сөзінде жан бар дейсіздер да. Бірақ мынау великий обманщик сіздің басыңызға отырып алған, сіздің онша емес екеніңізді, әдемі емес екеніңізді, ақылды емес екеніңізді айтумен айналысатын ертең ақ сізді қайтадан өзінің ескі играсына вовлекать етіп алып кетеді. Ертеңнен бастап бүгін күшті болып қаласыздар, эфирден кейін ертең айтады, жоқ, қайда ол Мақпал айта береді, либо жоқ, мүмкін емес деп, даже экспириенс жасауға, даже просто 28 күн бойы өзіңнің бақытты нұсқаңды киюге шаман келмейді. Осыған дейін сіздер білесіздер, мен өзімнің квантовый скачок, переход деген сабақтарымды саттым, Сол сабақтарымда қаншама адамдар қатысты. Сол кезде менің шәкірттерім кәдімгідей 28 күн бойы сәбейлі болғанын кәдімгідей сезінумен болды. Жанбота, қараңызшы, сен күндіз түні таңертеңнен кешке шейін жаныңды қинап, отчаяние сезінгеннен, уайымды сезінгеннен сол өмір тартып жатсың ғой. Сондықтан менің жаңағы шәкіртім 10 жылдан кейін сәбейлі болған шәкіртім, не істеймін дедім, ақыры мен өмірден баз кешіп жатырмын, ақыры мен отчаяниені сезініп жатырмын, будильникті қойдым да, сіздің айтуыңыз бойынша күні бойы сәбейлі екенімді сезіне бердім. Кейін 2 ай өткеннен кейін маған дәрігер, сіз аяғыңыз ауыр деген кезде мен шок болдым дейді. Менің сабағыма қатысқан, мысалға 5-ақ мың теңгесі бар болған осы 3 баланың анасы, Алматы қаласында пәтер жалдап жүрген адам сабаққа қатысады да ойлайды, Мақпал Қаратай шыңғырып айтып жатыр ғой, почему бы не делать? Ақыры сезініп жүргенім уайым, қайғы, өмірден баз кешу. Отыратта күні бойы жаңағы практиканы жасайды. Күні бойы 28 күн бойы өзінің Алматы қаласынан 3 бөлмелі, никогда пәтерлер болмаған, 15 жыл бойы жаңағы квартира жалдап жүрген адам, 3 бөлмелі пәтері болғанын сезінеді. Жанботалар, сіздердің іштеріңізде Құдай бар. Сіздер Құдайдың шексіз ғажабынан жаратылғансыз. Просто начинайте верить чудо обратно. Құдайдың шексіз құдіретіне сене бастаңыз. Ана әйел алады да өзінің, представьте, сіздерге жаңағы сіздің қалап тұрған 3 бөлмелі пәтеріңіз түкке тұрғысыз ғой Құдайға. Сезіне береді, 3 бөлмелі пәтерін алғанын, сезіне, денесіне кигізеді. Айтады, бір күні мамамыз звондап тұр дейді. Мен бүкіл алтынымды өткіздім, сенің жаңағы пәтер алмай жүргенің мен жаныма батып тұр, сол ақшаны саған әкеп беремін деп айтты дейді. Сол кезде түсіндім дейді. Уже квантовый скачоктың басы басталған. Одан кейін, оказывается, күйеуіме қарыз біреу бар екен, ол әкелді дейді. Одан кейін жаңағы өзінің ата-енесі, одан кейін күйеуіме бір ұсыныстар түсті, маған бір ұсыныстар түсті. Сөйтіп біз Алматы қаласынан 3 бөлмелі пәтерді наличкаға сатып алған кезде дейді, Мақпал апай дейді, мен таң қалдым, осыдан 3 ай бұрын менің үйім жоқ еді ғой дейді. Сондықтан Жанботалар, өздеріңізге сұрақ қойыңыздаршы, мен не сезініп тұрмын деген. Сен байдың сезімін сезініп тұрсың ба? Сен бақыттының сезімін сезініп тұрсың ба? Сен уверенныйдың сезімін сезініп тұрсың ба? Миллионердің сезімін сезініп тұрсың ба? Жоқ әлде кедейдің сезімін сезініп тұрсың ба? Осы сұрақтан басталады. Сен мысалға тұрмысқа шығатын болсаң, маған жаңағы ер азаматтар өзінің махаббатын білдіруде деген сезініп тұрсың ба? Жоқ әлде мені біреу сүйсінші деген сезініп тұрсың ба, Жанбота? Сондықтан сенің ішкі сезімдерің изобильный болған сайын, сен Құдайдың шексіз құдіретіне сенген сайын, сенің өміріңе өзі-ақ келетін болады. Әр адам осындай күшке ие. Әр қарай кеттік, Жанботалар. Уже сенде бар қазір, сезінші менімен бірге. Прошу тебя. Сезінші қазір отырмай, құрбосқа, өзіңнің жаңағы концептуальный, аналитический, боққа татымайтын омыңды тыңдама. Бір сәтке өзіңнің шексіздік екенін дұқшы, шектеуліні тыңдама, өйткені ол шектелген, ол нені көрді соның аясында ғана ойлайды. Менің омым, мысалға, мен ауылдың ауылында, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы деген ауылда дүниеге келгем. Мен ешқашанда менің омым үлкен ақшаны көрген жоқ. Менің әке-шешем өте қарапайым адамдар болды. Ол омыма мүмкін емес деп ойлады. Ол шектеулі, ол ограниченный. Ал мен түсіндім,
түсіндім, что менің ішімде шексіздік бар екен. Джо Диспенза айтпақшы, гигант бар екенін түсіндім. Мен сол шексіздікке өте бердім. Ана шектеуліге иланбадым. Ол айтты, қайдан сен 5 миллион теңге айына табыс таба алмайсың, 10 миллион теңге табыс таба алмайсың, 100 миллион теңге, ол мүмкін емес, өйткені сен ауылдан шыққасың, сен түк көрмегенсің деген нәрселерді айтты. Ал мен істедім. Шексіздікке менің ішімде бір құдірет бар болатын болса, соған қарай өтейін деп шексіздікке өте бердім. Соның арқасында менің өмірімде қалаған дүниелерім барлығын істеді, өзі келе бастады. Сондықтан Жанбота, сенде уже бар, көп ақша, сенде уже бар үлкен кәсіп, сезініп отыр. Мені тыңдап, Жанбота, сезін кәдімгідей, телаңа жібер. Сенде үлкен үй уже бар. Сенде қымбат көлік уже бар. Сенде саяхат уже бар. Сенде қалаған отбасың уже бар. Яғни, сәбейлі болатын болсаң, уже сәбейлі болып тұрсың сен. Сенің жаңағы денсаулығыңда кішкене ақау болатын болса, уже денің сау. Чувство, өйткені сен магнитсің. Сен не сезінесің, сол дүниені тартасың. Дәл кеттік. Бәлкім дәл қазіргі версияңда емес. Өйткені қазіргі версия, мен жаңа айтқандай сіздерге отчаяние, өмірден түңілу, өзіңді бейшара екеніңді сезіну болып тұр. Бәлкім қазіргі версияңда, Жанбота, сенің ақшаң аз. Бәлкім сенің қазіргі версияңда бәлкім жоқ, қарызың көп, үйің жоқ, көлік жоқ. Қазіргі версияңда. Но мен саған айттым, сенің қалаған версияң қазір тұр дедім. Енді не отчаиваемся, қандай версияда тұрсаң да, сен ежесекундна жаңа версияға өту мүмкіндігі бар. Қазір соны сіздерге түсіндіретін болам. Оны өту үшін не істейміз? Енді сен кезінде, Жанбота, өзіңнің байқамай осы версияңды өзің таңдағасың. Өйткені адамдардың көпшілігінде мынандай проблема бар. Мен лайықты емеспін, маған осы болады, маған қайдан болсын, Құдайдың ондай маған беретін мүмкіншілігі жоқ, немесе тағы да не дейін? Жазып жіберіңіздер. Яғни, сен не нәрсеге иланасың, сол өмірді тартасың. Бәлкім өміріңнің бір кезеңдерінде осы убеждениелер арқылы сен өзіңнің қазіргі өміріңді сен жайдан жай келіп отырған жоқсың. Осы сабаққа тыңдағанға дейінгі нүктеге сенің бір кездеріндегі таңдауларың алып келген, Жанбота. Яғни бір кездерінде өзіңнің лайықсыз екенін таңдағасың, бір кездері өзіңді ешкім сүймейтінін таңдағасың, бір кездері сенің ақша болмайтынына сенбейтінін таңдағасың. Сол таңдауларың бүгінгі өміріңе не істеді? Алып келді. Дальше кеттік, Жанбота. Біз неге бұл таңдауды жасадық? Джо Диспензаның керемет сөзі бар. Адам өзіне страданиянын жаны ауыратын біле тұра дейді. Өзі күндіз-түні страдать етеді. Адам қорқыныштың өзіне зиян екенін біле тұра, өзі күндіз-түні қорқады. Өйткені менің ұстазым Джо Диспензаның сөзіне сәйкес, яғни біздің мынау теламыз бүкіл программаларды не істеп тастаған, жазып тастаған бізге, записано бізге. Бүкіл кедейшілік менің телама кіріп кеткенін байқадым, әбден уже сіңіп қалғанын байқадым. Сондықтан біз не істейміз? Осы қорқынышымыздан өмірдегі таңдаулар жасай бастаймыз, осы қорқыныштың аясынан. Енді неге бұл таңдау жасадық дегенді ұқтық? Өйткені өзіңді алдадың, Жанбота. Көп жұмыс жасау керек, уақыт керек, қиналу керек, ақша керек, таныс жоқ менде, мен лайықты емеспін, менің білімім жетіспейді, менің бойым аласа, менің түрім онша емес. Яғни сенің дәл қазіргі таңдауыңа өзің бір иланып қалған убеждениелерің істеді, әсер етті. Сен алдады. Бүкіл әлем қазір осы ақиқатқа сенуде. Егер осы адамдардың көпшілігі оянған болатын болса, яғни қаншама адамдар қазір бай, бақуатты, изобильный ғұмыр кешетін еді. Яғни мына менталитет, немесе коллективный разум, қоғам, социум сен алдайды. Қиналып жатсаң, демек дұрыс келе жатсың, қиналу керек. Ақша қолдың кірі, байлар жаман, немесе саған арналмаған, куда ты прешься, не деп жатыр ана Мақпал Қаратай, оған сенбе, барда жұмысыңды істе, яғни мүмкін емес деген сияқты айналаның сөздері сен не істеп тұр? До сих пор алдап тұр. До сих пор әлем адамдарға лайықсыз екенін айтуда. Инстаграмда ашсаң да толып тұр ондай ақпарат. Жанбота, енді мен саған бір нәрсені айтқым келеді. Дәл қазір сенің ескі версияңнан қазіргі версияңды ұғып ал, шындықты көр. Мен де көрдім бір кездерді, пашамайт менің ескі нұсқам, ақшасыз, қорқақ, уайымшыл, үнемі жата беретін, өзіне сенбейтін, қарызы көп, сондай версиям болды. Міне, көр өзің версияңды. Міне, ақиқат осы, мен қазір осы версиямда отырмын. Амалым жоқ деп, өзіңнің версияңды өз-өзіңді алдамай қараш.
Давайте алдамайық өз өзімізді. Да, бірақ одан шығу 6 секунд. Өзіңнің версияңды көр. Енді осы ескі өмірден, ескі версияңнан жаңа өмірге секіруді квантовый переход дейді. Бірақ секіру үшін сенің ішкі состояниең басқа болу керек екен. Яғни сенің ескі нұсқаң, менің ұстазым Джо Диспензаның сөзі бар. Сенің ескі нұсқаң өлу керек та, жаңа нұсқа тірілу керек дейді. Өйткені ақшасы бар адам, мен қалай ақша табам деген уайыммен өмір сүрмейді, енді не істеймін деген. Оның ішінде басқа состояние бар. Яғни сен қазіргі ескі кедей қиналып жүрген версияңнан бүгіннен бастап ескі. Дәл қазір бай бақуатты версияңа Жамбота секіруге дайынсың ба, маған жазыңдар. Хочешь туда? Онда ары қарай түсіндіретін болам. Сонымен кім өзінің жаңа нұсқасына секіргісі келеді? Кто хочет прям ол нұсқа басқаша ойлайды, ол нұсқаша басқаша сезінеді, ол нұсқа басқаша әрекеттер жасайды, ол нұсқа басқаша әдеттері бар сенің. Яғни дәл қазір тұр ол версияң сенің. Оны квантовый физика, квантовый механика, осы төңіректе зерттеп жүрген ғалымдар давно айтып тастаған. Яғни сенің қазірдің өзінде прям ғажап нұсқаң тұр, Жамбота. Яғни сол нұсқаға кім секіргісі келеді? Қазір маған жауап беріңіздер. Дальше кеттік, Жамботалар. Мен бір мақтап қойыңыздар, әлші. Мақпал Қаратай деп. Кім өзінің басқа версиясына секіргісі келеді? Насырған лақтыр жібергесін ба? Мешайт. Енді мен сіздерге айтқым келеді. Квантовый переход жасау 4 қадамнан тұрады. Прям кішкене отключаемся, все түсіндік, бәріңіз секіргіңіз келеді. Секіресіздер, қазір тынышталыңыздар. Яғни квантовый переход жасау үшін, яғни ескі версиядан жаңа версияға секіру үшін 4 қадамды жасауыңыз керек. Нақты, Жамботалар. Мен бұған жылдарымды арнаған, 7 жыл бойы осы тақырыпты бүге шегесін зерттеген, әлемнің бүкіл Америкадан бастап Европа бүкіл ұстаздарының алдына барған, осы тақырыпты білет деген адамның бәрін іздеген, осы тақырыпқа 300 миллионнан астам қаржы жұмсаған маман ретінде айтайын. Яғни сізге 4-ақ қадам керек. Біріншісі, ең бірінші жаңағы сенің жаңа нұсқаңмен танысу, және оны бүгіннен бастап таңдау. Дәл қазір айтыңызшы, бай нұсқам, бақытты нұсқам, мен сені таңдаймын. Болды. Нахрен сені таңдаймын. Енді сенімен бірге болам. Ана ескі нұсқаңызды осы жерге қалдыруыңызға тура келеді. Дәл осы жерде қалу керек. Енді танысуың керек онымен. Ты должен знакомиться. Қандай ол? Сенің бай нұсқаңның ішкі сезімдері қандай? Ішіндегі жаңағы программалары қандай? Оның ішкі ойлары қандай? Соны таңдауың керек, яғни онымен танысу керек. Екінші, ол нұсқаны таңдау үшін, Жамбота, онда сен абсолютты тыныштыққа өтуің керек. Мен қазір осы жерде четко сіздерге кішкене түсіндіре кетуім керек. Біздің ішімізде үздіксіз 24 сағат не істейді? Дауыс сөйлей береді мені. Даже тоқтамастан 24/7 сөйлейді. Азаннан кешке шейін сенің басыңа 70 000 ой келеді, тоқтамайды. Сезімдер көтеріле береді. Процесс, зауыт сенің ішіндегі жұмыс істеп тұр. Ойлар келе береді. Сен даже, Жамбота, ойлаймын деп ойламайсың. Мен қазір ана ойды ойлайын деп қоспайсың да. Мозг өте сезімтал органдардың бірі. Яғни ол любой нәрсеге, қазір жақсылық былай деп тұр. Жерде мұхит істеп жатыр. Барлық нәрсеге не істейді? Он любит комментировать, сенің ішіңде үздіксіз сөйлейді. Үздіксіз сенің ішіңде соған сәйкес сезімдер көтеріледі. Енді және сенің өміріңде, сыртқы өміріңде прям мұқият тыңда. Мұқият. Сенің сыртқы өміріңде бір оқиға болады. Мысалға, сенің өміріңде таңертең, например, қарыз болып қалдың. Саған срочно қарыз төлеу керек. И осыған сәйкес біздің ішімізде осы мен сезім не істейді? Реакция береді. Сен жаңағы сыртыңда міне қарыз деген оқиға келді. Сен соған не істейсің? Реакция бересің. Оны біз мысалға восприятие деп атаймыз. Яғни біз осыған байланысты мен неге бейшара едім, Құдайым-ай, осы қарыздан қашан көзім ашады, не беле, не өмір қарыз бітпей қойды ғой деген сияқты сенің сыртқы оқиғаларға байланысты реакцияң бар. Мен қазір саған 2 ұлы учительдің сөзімен түсіндіретін болам. Бірінші ұлы учительдің бірі менің өміріме квантовый переход жасатқызған, ол Вадим Зеланд. Зеланд айтады, маятниктер бар дейді сырттан. Сенің энергияңды алатын. Қарыз деген маятник бар. Міне, тұр қазір. Сенің өміріңде қарыз деген оқиға келді. Сенде ішіңе, мен не деген қарыз бейшара едім дедің. Не істедің ана маятникке? Энергияңды беріп атсың, қоректендіріп атсың. Мына маятниктер бүкіл халықтың энергиясымен не істейді? Қоректендіреді. Яғни Зеланд айтады, мына маятникке сен энергия берген сайын не істеп тұрсың? Екеуің жіпсіз байланып тұрсыңдар.
сен оған энергия берушісің, ол саған оқиға беруші. Осы циклда не істеп жүрсің? Айналып жүрсің. Нозеланд айтады, сен Жанбота дейді, оқиға болған кезде ескі реакцияңды берме дейді. Не давай реакцию дейді. Яғни сен оған реакцияңды бермесең, сол бағалауыңда болмасаң, ол не істейді? Сенен тамақ ала алмады, іше алмады, энергия ала алмады. Ол сенің бірге қарызбен ұрады, екіге ұрады. Но сен бұрынғыдай, ё-моё, мен қарызбын, бейшарам деп жатқан жоқсың сен. Ничего страшного, қарызбын, нормально деп жатқан кезде, ол не істейді сенен? Бір келіп алғысы келеді, отчаяниян, екі келіп алғысы келеді, сосын ол кетеді, жоқ болады сенің. Өйткені, ана Жанбота тамақ бермейді екен ғой, мен тамақ беретін басқа Жанботаны іздейін дейді, ол басқа әлемді аралап кете бастайды. Енді мұны Вадим Зеланд түсіндіреді. Екінші түсіндіретін әлемдік учительдердің бірі, яғни менің гениальный учителім, ол Экхарт Толле. Экхарт Толле айтады, стань пустым дейді, яғни. Немесе Ош айтады, стань пустым бамбуком дейді. Экхарт Толле айтады, чистое сознанияға айнал дейді. Яғни қазір өзіңді, мысалға мен қазір сіздерге прям четко түсіндіретін болам, хотя бұл тақырыпқа енді ұзақ отырып түсіндіре алмаймын, бұл сабақтардың айналасында түсіретін. Мысалға менің личностым бар, міне Мақпал деген личность. Осы личностың өзінің ойлары бар, өзінің реакциясы бар, қарыз болған кезде деп жататыны бар, жаңағы осы личностьтан тұрады. Мақпал деген 3 баласы бар, әртүрлі реакциялары, восприятиясы бар. Содан бөлек, осы личностьтан бөлек менің ішімде сознание бар, душа бар, шексіздік бар, Құдай бар менің ішімде. Енді сен личностьті үнемі обслуживать еткен сайын, соның реакциясында, соның ойында тұрған сайын, сол тағдырды қайталай бересің, шақыра бересің, бір циклдан шыға алмай жүрсің. Сол қарыз деген нәрсені циклда жүрсің. Мұны буддизмда сансара дейді, яғни сен айналып жүрсің осы нәрсенің ішінде. Енді одан шығу үшін сен личность емес, ішіңдегі гигантқа, Джо Диспенза айтпақшы, немесе жаңағы менің ұстазым Экхарт Толле айтпақшы, тишинаға, пустотаға, шексіздікке айнал, Құдайға қосыл дейді. Сол кезде сен не істейсің? Шексіздікке айналғанда, ты пустой, тебя цеплять не за что. Ала алмайды сені. Сен пустойсың. Өміріңде жаңағы қиындық болуы мүмкін, но сен энергия бермейсің. Ешқандай қиындыққа да, уайымға да, сен пустой, осы абсолюттық тишина дейді. Яғни осы тишинаны бүгін эфирдің барысында Жанботалар уақыт болса сіздермен бірге жасайтын боламыз. Яғни полностью пустой кезінде не істейді? Кім өтеді сенен? Анау сөз бар ғой, керемет сөз бар да, Құдай айтады дейді, мен сенің үйіңе 1000 мәрте келдім, но ты занят. Сен үйіңде өмір бақи занятсың. Өйткені ты обслуживаешь свои мозги, ты обслуживаешь свои восприятия, реакция. Сонымен занятсың, қайғырумен занятсың, уайымыңмен басқамен. Ал мен сенің, Құдай сенің ішіңе кіру үшін, немесе сенің ішіңе божественная энергия кіру үшін, ты должен быть пустым. Осыны доверие деп атайды. Сенің ішіңде контроль жоқ, напряжение жоқ, уайым жоқ. Ты пустой, чистое сознание. Осы чистое сознание абсолюттық тыныштық деңгейіне өту деген. Яғни сен өзіңнің Мақпал личності, уайымшыл, қайғышыл, содан бөлінді да өзінің ішіндегі шексіздікпен, тишинамен қауышты. Все, ана тишинада. А мына уайымшыл. Уайым сендер менің личностымды білмейсіңдер, Жанботалар. Соған қауышқан сайын сен не істеп отырсың? Жаңа нұсқаңа қарай өтудесің. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Өте қарапайым тілмен түсіндірдім. Енді идеалды версияға өту үшін Жанботалар 3-ші қадам кванттық алаңды порталды ашуға тура келеді. Осы жерде бір мұқият тыңдаңыздар. Біріншісі басқа версияңмен танысу, таңдау. Екіншісі абсолютный тишина, ішіңдегі шексіздікпен Құдаймен қауышу деп аталады, оны истинный өзіңмен қауышу деп аталады. Үшінші кванттық алаңды порталды ашу. Енді портал қазір ашық тұр. Но порталға өту үшін не істейсің? Сен мынау прям от души түсіндіргім келіп отыр сіздерге. Сен мынау өзіңнің выйди за пределы себя дейді. Өзіңнің уайымшыл, қайғышыл, жаңағы личностыңнан бөлініп, кәдімгідей полностью блаженствовать етіп, чистое сознаниеға айналуым керек дейді. Қараңыздар, қазір менің продюсерім ұрсуы мүмкін, слишком қиын түсіндіріп жатсыз деп. Қарапайым тілде ұғындырайын сіздерге. Қараңыз, сонда сен полностью, қараш, міне, сен медитацияға кірдің, Жанбота. Көзіңді жұмдың, медитацияда отырсың. Полностью. И сенің личностың келе бастайды. Жаңағы ойларың келеді, сезімдерің келеді, программаң келеді, 45 жылғы мәтөк есіңе түсуі мүмкін, сәпөк есіңе түсуі мүмкін. Сол моментте сен полностью телаңды расслабить етіп, босатып жіберсең, қорқынышыңнан да биік болып, уайымыңнан да, контроліңнен де полный расслабить еткен кезде, бақайшыңа шейін расслабить етіп жүрген кезде, тело, душа не істейді, сознание ұшады.
яғни сознание ұшады да жоғарғы квант кеңістігіне келеді. Бұны медитация жасаймыз. Полностью расслабить ету, жіберіп тастау өз-өзіңді, довериться ету, қараңғылыққа, шексіздікке сену. Сол кезде сенің телаң расслабить етеді, жоғары қарай ұшады да, жоғарғы вибрацияда, жоғарғы жақта, квант кеңістігінің жоғары жағында сенің жаңағы машина алған, квартира алған, не знаю, әлемде мына жақта ООН-ға жұмысқа тұрғысы келіп отқан адамдар отыр. ООН-ға жұмысқа тұрған, BBC-ға жұмысқа тұрған, сол нұсқаңа сәйкес мынау сенде сигнал кетеді. Адамның басында қандай армандары бар, соған сигнал береді. Міне, сен қазір төменде сигнал беріп тұрсың, төменде қарыз қайғының тартып жүрсің. Сен телаңды полностью расслабить еткенде, сен жоғарыға сигнал бердің. Міне, вибрируешь. Сол кезде саған оқиғалар не істейді? Сенің сигналмен сигнал қауышады. Мұны кванттық осы переход деп атайды. Содан кейін сен медитациядан шықтың, көзіңді аштың, порталды ашып келдің, уже телаңды расслабить еттің, денеңді босаттың, одан кейін өз өміріңді сүріп жүре бересің. Күтпеген жерден сенің бір танысың келеді да, сені мен ООН-ға жұмысқа шақырайын деп едім дейді. Сен таңғаласың, как это так? Либо сенің жаңа өмірінде күтпеген жерден бір танысың келеді, давай екеуміз бизнес ашайық дейді. Яғни саған өзі келе бастайды. Өйткені сен ішіңде квант кеңістігінде портал ашу арқылы не істедің? Шақырдың оқиғаны, жасадың, түсіндікті ма? Ұғындыра алдың ба? Яғни ол үшін жамботалар главный құрал ол медитация болып табылады. Бірінші басқа версияңмен танысу, екінші абсолюттік тыныштық деңгейіне өту, чистое сознаниеға өту, үшінші телаңды полный тастап, расслабить етіп, блаженствовать ету. Мынау теланы блаженствовать етірмейтін ум ғана. Ол напряжениеде, ол контрольда, ол уайымда, ойбай расслабить етуге болмайды, жаулар келуі мүмкін, қазір бір қауіп төніп кетуі мүмкін, яғни Құдайға сенгізбейді, ештеңке болмайды, бәрін бақылауды алуың керек, телаң жібермейді, қорқынышпен сені ұстап тұр. Сол умды жаңағы екінші қадамда біз отключить еттік, умнан ажырадық, үшінші қадамда полный расслабон қойдық. Полный, абсолюттық теланы жібере салдық. Өйткені ол Құдайдікі, сенікі емес. Уақытша телада жүрсің бір. Сол кезде сен сознанияға айналған кезде ішіңде квант кеңістігінде сен өзіңнің ғажайып нұсқаңмен істедің, қауыштың. Енді жамботалар бұның бәрін жасау үшін, запись не будет, жандарым, бұның бәрін жасау үшін кім керек сендерге? Кім керек сендерге? Әрине, мен керекпін, Мақпал Қаратай. Проводник керек. Өйткені бұл квантовый скачок деген, былай қарасаң оңай, былай қарасаң қиын. Өйткені оны жасау үшін саған басқа нәрсеңмен таңдау, таныстыру, абсолютті тыныштыққа жеткізу, сонымен қатар жаңағы сенің полностью телаңды тастатқызу үшін саған ұстаз керек, төбеңде төніп тұрып жасатқызатын. Сондықтан әр қарай кеттік. Осы толық циклды өту үшін 28 күн керек. Қазір мен сіздерге айтамын. Мен бұл сабақты 1000 миллион рет өткізіп саған. Әртүрлі циклдар таңдап көргем. Бірақ менің ұстаздарым ең крутой цикл 28 күн деді. Осы 28 күннің ішінде омыртқасы 6 жерінен сынған Джо Диспенза, яғни осы қадамдарды өту арқылы не істеді? Джо Диспенза кәдімгі ешқандай дәрігердің қолдауынсыз, ешқандай операция жасатпай орнынан тұра алды. Осы 28 күннің ішінде менің ұстазым Джо Диспензаның омыртқасы 6 жерден сынған, оған дәрігерлер айтқан өмір бақи мүгедек болып қаласың деген, енді арқаңа темір танат деген, ол не істеді? Осы 4 қадамды жасау арқылы құлан таза айықты. Сенің ішіңде гигант бар, сенің ішіңде қажайып бар, сенің ішіңде Джозеф Мөрфи айтпақшы Аладдин бар, который готов для тебя все делать. Но сен ол Аладдинге өту үшін өзіңнің зацикленный личностыңнан Аладдинге қарай не істеуің керек? Өтуіңе тура келеді. Сенің ішінде гигантқа қарай өтуіңе тура келеді. Бүгін мен сіздерді жамботалар бірінші қадаммен таныстырамын. Саған басқа версияңның бар екендігін көрсетемін. Әр қарай кеттік. Кім танысқысы келеді, жазыңыздар. Басқа версиямен танысу үшін дәл қазір медитация жасаймыз. Джакс жамбота маған медитацияны жасатуға мұрсат берсең, қазір айтып алайын. Бірінші, наконец-то өтеміз. Қазір менің даусым жетелеген жаққа қарай өтіп отырыңыздар. Я проводник. Мен өте крутой проводниктердің бірімін. Дәл қазір полностью расслабьтесь. Маған доверьтесь. Бір сәтке отключите свой ум, мазасыз умды. Өтірік айта беретін Джон Кех айтпақшы, великий обманщикті отключаем. Ішкі әлемге өтеміз. Ішімізде біраз жұмыстарды жасайтын боламыз. Өзіміздің жаңа нұсқамызбен танысамыз. Ескі нұсқадан жаңа нұсқаның киімдерін киеміз. Бүгіннен бастап біз жаңа нұсқамыз. Болды, все, с нас достаточно. Уайымдау, қайғыру.
Енді мен айтқан кезде сіздің медитация кезінде ешкім мазаңызды алмау керек жанбота. Яғни қасыңызда адамдар болып, сізге қазір деп деген өте великий обманщик қазір даже медитацияның ортасында шай қайнады ма, күйеуімге қалған жоқ па, анау мынау деген болмайтын әңгімелермен сізді өміріңіздегі ең маңызды моменттен алып кеткісі келеді. Представьте, осы момент сіздің өміріңіздегі ең маңызды момент. Представьте, осыдан кейін сіздің ескі өміріңіз артта қалады. Доверьтесь мне. И мен жетелеген дауысқа қарай жүріп отырыңыздар. Хорошо? Қазір денеңізді толық босатып, көзіңізді жұмыңыз и менің дауысыма қарай кетеміз. Отключаем чатты, пожалуйста, рука. Отключаем. Терең дем аламыз. Назарыңызды алақаныңызға бұрыңыз. Бәлкім сізге қандай да бір ойлар келуі мүмкін. Ой келген үшін өзіңізбен ұрыспаңыз. Жай ғана назарыңызды бұрып қойыңыз. Назарыңызды деміңізге қарай бұрыңыз. Өзіңіздің қалай демалып отырғаныңызға назар аударыңыз. Назарыңызды арқаңызға бұрыңыз. Ойлар келеді және кетеді. Назарыңызды жүрек тұсыңызға қарай бұрыңыз. Сіздің кеудеңіздің ортасы жүрек тұсыңыз болып саналады. Кеуде тұсыңызға деміңіздің кіріп шыққанына назар аударыңыз. Деміңіз кіреді және шығады. Назарыңыз тек қана кеуде тұсыңызда болсын. Назарыңыз тек қана жүрек тұсыңызда ғана. Ойларға назар аудармаймыз. Ақырын өзімізді жүрек тұсымызға қарай алып келеміз. Ойлар бізді алып кеткісі келеді. Бірақ ақырын назарымызды кеуде тұсымызға қарай бұрамыз. Енді назарымызды қараңғылыққа, бізді қоршап тұрған қараңғылыққа бұрамыз. Осы қараңғылықты ұлғайтамыз. Ұлғайтамыз. Сіздің ішіңіздегі қараңғылық шексіздікке қарай созылуда. Ұлғайт, соз қараңғылықты. Ұлғайтамыз. Сіз отырған бөлменің кеңістігінде ұлғайтамыз. Ұлғайтамыз. Бөлмеден де әрі қарай ұлғайтамыз. Үйдің кеңістігінде ұлғайтамыз. Қараңғылық ұлғайған сайын денемізді босатамыз. Денемізді жібереміз, қараңғылық ұлғаюда. Дене балбырауда. Қараңғылық ұлғаюда. Ұлғайтамыз. Енді демімізге қайтадан назар аударамыз.
дәл қазір өзіңіздің армандағы нұсқаңызда өмір сүріп жүргеніңізді елестетіңіз. Денеңізбен сезініп елестетіңіз. Жан-жағыңыздағы қалаған өміріңізді елестете біліңіз. Сіз армандаған пәтеріңізде жүрсіз. Денеңізге қуаныш сезімін жіберіңіз. Ішкі әлемде саяхаттаңыз. Бөлмеңіз қандай? Терезеңізде қандай перде ілініп тұр? Елестеткен сайын сезініңіз. Бәлкім, сүйіктіңіз сізді қапсыра құшақтауда. Денеңізге жіберіңіз, сезімдерді жіберіңіз. Сіз лайықтысыз, жіберіңіз. Денеңізге жазыңыз. Бәлкім, сіз қалаған мемлекетіңізде саяхаттап жүрсіз. Сезініңіз, денеңізге жіберіңіз. Қорықпаңыз, сезініңіз. Жүрегіңізде бал-бұл жанған қуаныш. Қуануға рұқсат беріңіз. Рұқсат беріңіз. Сіз еркінсіз, еркесіз, сенімдісіз. Сіз бүкпесіз ойларыңызды ашық айтасыз. Сіз өмірдің еркесісіз. Сезініңіз. Сезімдерді мен айтқан сөздерге сәйкес бойыңызға жіберіңіз. Бәлкім, сіз танымалсыз. Сізден қолтаңба алуда, қуана қолтаңба беріп жатқан сәтіңізді сезініңіз. Жіберіңіз. Бәлкім, сіз сүйіктіңізбен біргесіз. Махаббатқа мас болған сәтіңізді сезініңіз. Жүрегіңізбен сезініңіз. Жүрекпен. Сүйіктіңіз сізге күлімсірей қарауда. Сізге жүрегіндегі бүкіл сөздерін ақтарылып айтуда. Сіз де оған сеніммен шексіз махаббат білдіріп тұрсыз. Сезініңіз, рұқсат беріңіз. Қорықпаңыз, жазыңыз тәніңізге. Құшақтаңыз сүйіктіңізді. Өзіңіздің бақытты болуыңызға мұрсат беріңіз. Жүрекпен сезініңіз. Енді алдыңызда өте көп ақша тұр. Арасында доллар да бар, теңге де бар. Енді осы ақшаны қуанышпен санап жатқаныңыз сезініңіз. Толып тұр ақша. Қуанышпен, қорықпаңыз, рұқсат беріңіз, лайықтысыз. Ақшаның иісін сезініңіз. Ішкі қуанышты сезініңіз. Кәдімгідей санап жатқаныңыз сезініңіз. Ақшаның иісі аңқуда, сезініңіз. Жүрегіңізге жіберіңіз, сезініңіз. Көп ақшаңыз сіздің. Қалаған суммаңыз бар, қалаған затыңыз сатып ала аласыз. Енді сәбилі болғаныңыз сезініңіз. Аналық махаббатты жүрегіңізден төгілгенін сезініңіз. Сіздің тәніңізге бәрін жазуға болады. Сезініңіз, жүрекпен сезініңіз.
жүрекпен сезініңіз. Енді жүрегіңізді қолыңызбен ұстаңыз. Екі қолыңызбен жүрек тұсыңыздан ұстаңыз. Арманыңыз орындалғандай жан жүрегіңізбен алғыс айтыңыз. Благодарю. Мен бұған лайықтымын деңіз. Благодарю. Өзіңіздің қалаған арманыңызды ойлай қойыңыз. Көлік алғыңыз келе жатса, көлігіңізбен келе жатсыз. Ол көліктің маркасын бәрін көре біліңіз. Жүрекпен сезініңіз, алғыс айтыңыз. Шетелге оқуға түссеңіз, оқып жүргеніңіз сезініңіз. Студенттердің ортасында күліп бара жатқан өзіңіздің бақытты күйіңіз сезініңіз. Денсаулығыңыздың күшті болып, спортпен айналысып жатқаныңыз сезініңіз. Рұқсат беріңіз, сіз лайықтысыз, шектеулі болмаңыз, шексіздікке қарай өтіңіз. Жүрегіңізбен қолыңызды ұстап, алғыс айтыңыз. Орындалды. Орындалды деген сезімді сезініңіз. Күмәнданбаңыз. Сезініңіз. Орындалды деген сезімді тәніңізге жазыңыз. Орындалды, келді сіздің өміріңізге. Алғыс айтыңыз. Жүрегіңізбен алғыс айтыңыз. Жүрегіңізбен. Дәл қазір терең тыныс аламыз. Ақырын көзімізді ашамыз. Арука чатты қоса сал. Жақс, музыканы ала сал. Қыздар, жігіттер, қандай адамды көрдіңіздер, жанботалар? Қараңыздар, сіздің бай бақытты нұсқаңыздағы адамның сезімдері осындай, жанботалар. Біздің әрқайсымыз магниттік күшке иеміз. Ол адамның мінезі қандай екен, жағдайы қалай екен, бақытты ма, қандай дүние мүлкі бар екен, әдеттері қандай, денесі қандай, түрі қандай, сипаттап жазыңыздар, яғни. Любой дүниесін тапсаңыз болды. Әсерлеріңізбен бөлісіңіздер. Керемет, жыладым, машаллах деп атыстар. Жанботалар, мен сіздерге айтқым келеді, просто біз өзіміз бессознательно уайымдауды, қайғыруды, өмірден түңілуді сезінуге мынау тело дағдыланып кеткен. Тело как стало разумом, дейді Джо Диспенза. Яғни тело дейді, как наркоман, сол эмоцияларға зависит, дейді. Яғни мы используем людей и ситуации, дейді, чтобы осы сезімдерді сезіну үшін. Представьте, біз әбден үйреніп кеткенбіз, әбден соны шындық деп, ақиқат деп сеніп алғанбыз. Осылай уайымдауды, қайғыруды, стрессовать етуді, ақшасыз қалуды, осыны шындық деп тұрмыз. Сондықтан оянған адам осы өзінің шектеулі болмысынан өте алған. Өзінің, полностью за пределы себя шыға алған адам болып табылады. Сіздің сипаттап жатқандарыңызды оқып жатырмын. Жандарым, сол жандарым, әр қарай кеттік. Не сезіндіңіз? Яғни, кейбір адамдар қорқыныш сезуі мүмкін, жүгіріп кетеді, умдары қатты жұмыс істейтін, мен емес сияқты, точно мен ба деп ойлауы мүмкін. Кейбір адамдар қуаныш сезуі мүмкін, немесе тезірек болса деген сезімдер сезінуі мүмкін. Барлығын жаза беріңіздер. Яғни, мен сіздерге бір ақиқатты айтамын. Сіздің армандаған версияңыз қазір тұр, жанбота. Осы сабақтан басқа сөзді ұқпасаңыз да, осы нәрсені ұқып кетіңізші. Қазір тұр. Солай ғұмыр кешіп атқан сіздің нұсқаңыз қазір тұр. Біздің міндетіміз квант кеңістігінде сол нұсқа қарай өту. Мысалға, Вадим Зеланд айтады, мынандай измерениелер толып тұр дейді, жолдар. Сіз мынау жолдан, мына екінші жолға қарай не істеуіңіз керек? Секіруіңіз керек. Оны сіз мына сыртқы өмірде секіре алмайсыз. Оны тек қана квантовый поледе, нигде, никогда, вне времени, яғни полностью шексіздікте ғана секіре аласыз. Сіз мынау қарапайым өмірде секіре алмаймыз. Уақыт бар жерде, ана жерде вне времени. Ты никто, ты нигде дейді, яғни.
ешкімге айналмауың керек. Сен кәдімгі Мақпал деген личностьті мен істедім, шешіп тастап кеттім. Шексіздікке қарай өттім де просто сознание. Я никто, ол жерде мен Мақпал емеспін. Просто сознаниемен. Яғни я вне времени. Мен ешқандай уақытқа бағынбаймын. Кеңістікте, медитацияда қатты ұшқан кезде. Я вне времени, нигде дейді, жаңағы еш жерде емес дейді, ешқандай уақытта емес дейді. Осыған айналып, просто сознание айналған кезде не істеймін? Мен бір измерениеден екінші измерениеге ауысам. Одан кейін көзімді ашқан кезде тура сол өмір болуы мүмкін, бірақ не істедіңдер? Басылып кетті ма? Нормально ма? Бірақ тура сол өмір болуы мүмкін, бірақ айтайын сіздерге. Барлығы сол аяқтарында абайлап жүріңдер, жамботалар. Тура сол өмір болуы мүмкін, бірақ бір как будто бір изменение байқай бастайсың. Изменение. Бір как будто картинаны, бұрын көрмеген картинаны көріп қалған сияқтысың, бұрын байқамаған адамдарды көре бастайсың. Значит, сен секіріп кеттің деген сөз уже. Тура сол декорация, жаңа Вадим Залымовтың сөзімен айтқанда, тура сол жаңағы адамдар болуы мүмкін, но сенің ішкі сезімдерің басқа, сырттан бір байқамайтын өзгешелікті байқайсың. Мына үйдің, мысалға, ғимарат сәл басқаша болып тұр ма деп ойлайсың. Мына суреттерді мен бұрын көрмеп едім ғой деп ойлайсың. Значит, сен не істедің? Ескі өмірден жаңа өмірге секіріп кеттің деген сөз. Әр қарай кеттік. Енді жамботалар дәл қазір мені мұқият тыңдаңыздар. Дыханияңызға назар аударыңыздар. Представьте, қазір ішкі жан дүниеңізбен сезініп отырып представьте. Дәл қазір сіздердің көпшіліктеріңіз үлкен переходтың алдында тұрсыздар. Яғни сіздер представьте өзіңіздің мына есікті ашып жаңа өмірге қадам басқалы тұрсыздар. Қайтадан айтам. Сіздердің көпшіліктеріңіз переходтың алдында тұрсыздар. Мына есікті ашып, ескі өмірді артқа тастап, қадам басып, оң аяқпен жаңа бір кезеңге өткелі тұрсыздар. Енді неліктен? Себебі сіздердің көпшіліктеріңіз 28 күнде жасалатын переходтың бірінші қадамымен таныстыңыздар. Яғни бірінші қадамы күнделікті осы киімді кие беру болып табылады. Сіз өйткені магниттік күшке ие болғандықтан, қаншалықты сіз осы состояние сізге жабысып, кәдімгідей көйлегіңіз сияқты ішкі тәніңізге жазылып қалған кезде сізде сыртқы өмірде өзгеріс не істейді, өзі іздеп келетін болады. Енді сіздің міндетіңіз қалған қадамдарды жасау болып табылады. Ол қандай қадам? Абсолютті тыныштыққа өту, портал ашу, жаңағы мен медитация кезінде проводник арқылы переход жасау. Яғни сіздер қазір бірінші версиямен таныстыңыз өзіңіздің нұсқаңызбен, сонымен қатар сіздер таңдау жасадыңыздар, шешім қабылдап, болды, мен өзімнің жаңа күнделікті таңертең осы нұсқамды таңдап тұрам деп. Сіз көп адам бессознательно ұйқыдан тұра салысымен ескі нұсқасын таңдайды. Автоматом таңдайды. Сен кешегі киген киімді, кешегі киген сезімді қайттан киіп аласың. Қайттан сол проблемалар жүресің. Енді сіздің міндетіңіз жаңа нұсқаны таңдау, жаңа нұсқаның сезімдері мен ойларын, киімдерін кию. Жаңа сіздер соның дәмін таттыңыздар. Әр қарай кеттік. Кім квантовый переходты менімен бірге жасақсы келеді? Кім осы кәдімгі есікті ашып жаңа өмірге қарай қадам басқысы келеді? Жазыңыздар. Сіздерге айтатын қазір күшті дүнием бар. Яғни кім квантовый переходты менімен жасақсы келеді деп қыздарға? Кім жаңа өмірге өткісі келеді? Кім с меня достаточно? Я хочу ішкі сезімдерді алмастырып, кәдімгідей поработать, мынау ескі сезімдерді сезінгім келмейді, ескі нұсқаның өмірін қайталағым келмейді. Я хочу сделать переход, по-другому хочу жить. Мен сіздерге айтайын, әлемнің 5% осы сезімдермен бақытты ғұмыр кешетін болса, қалған 95% мына өзіне жазылып қалған сезімдерді ақиқат деп ойлайды. Мына ойлар ақиқат, шындық, мына сезімдер ақиқат, осыған иланады да, күнде осы сезімдерін обслужить етумен өмірлері не істеп жатыр, ғұмырлары өтуде. Сіздерге айтатын керемет жаңалығым бар. Мен шын жүрегіммен айтайын, осы июнь және июль айында жаңадан соңғы алған білімдерімнің негізінде квантовый переход деген дәріс жазып шықтым. От души жаздым. Бүкіл жаңағы тишинаның не екенін, ол тишинаны даже қалай өтуге, бүкілін осының бәрін, бүкіл сөйліммен осы соңғы шілде және тамыз айында
мен жазған болатынмын ол сабақты. Ол сабақтың басталғаны 3 апта болды. И даже осы сабаққа қатысқан алғашқы 200-ге жуық адамның ішінде уже переход басталды. Осыдан 1 апта бұрын бір қыз жазды чатта: "Мәссаған Мақпал апай, күтпеген жерден маған машина алдым" дейді. Ақшам пайда болды да, мен армандаған көлігімді өміріме келді деп. Яғни уже осы 3 аптаға жетпеген уақыттың ішінде группадағы адамдардың өмірінде өзгерістер бар болуда. Мен шын жүрегіммен айтам, любой нәрсені жасасам, от души жасайым, бүкіл білімімді сарқып, осы квантовый переход деген онлайн курсты жазып шықтым. Енді квантовый переход деген 28 күннің ішінде бай бақытты версияңа өту Жанбота. Бай бақуатты. Мен осы версияға өтудің 4 қадамын былайша айтқанда шегеледім. Бірақ сіздің төбеңізден бір адам төніп тұрмаса, адамдардың көпшілігі өзінің ескі нұсқасына өтіп кете береді. Өйткені ескі нұсқа не дремлейді. Ол сені ескі сезімге, ескі ойға, ескі өмірге алып кету үшін барын жасайды. Себебі біз бессознательно өзіміздің қауіпсіз ескі өмірімізге үйреніп қалғанбыз. Хотя ол қауіпті болуы мүмкін, бірақ бізге қарыз төлеп жүру норма, қиналып жүру норма, ақшасыз жүру норма. Значит, өзіміздің сол және таныс аймағымызда өмір сүретін боламыз. Квантовый переход жасау үшін сіздер түсіндіңіздер, 4 қадамды жасау керек. Менің айтқанымды істеп, бірде-бір төбеңізден мен төнетін болам. 28 күннің ішінде өміріңізге жауапкершілік алып, ёппашамать, мен бағанадан бері айтқан ұқтым на Мақпал Қаратайдың. Я буду записывать телома новые программы через медитация, через дыхательные практики, через жаңағы айтқан өзінің практикалар арқылы өзімнің телома жаңа нені жазамын. Жаңа версиямды жазып шығамын. Өйткені 28 күннің ішінде ол сенде қалады деп айтып отырмын мына жерде. Значит, бұның сөзінде жан бар. Яғни 28 күн бой толассыз жасасам, 28 күн деген өтіп атқан ғұмырымда қаншама күндер отырып ерінбей жаңа нұсқамды жазып шығамын дейтін адамдар болса, осындай жауапкершілік, мен сіздерге 100% переходтың болатынына кепілдік беремін. 100%. Неліктен көп адамда болмайды? Адамдар не хотят внутри собой работать. Автоматты түрде умның играларына вовлекация етіп қайғыруға кетеді, немесе ойын тойда болмайтын жерлерде ғұмырын өткізе береді. Яғни я остановлюсь, тоқтаймын да 28 күннің ішінде жауапкершілік алып жазам дейтін адамдарға мен сіздің өміріңізде переход болатындығына, арманыңызға жететіндігіңізге гарантия беремін. Менің ұстазым Джо Диспенза 28 күннің ішінде өзінің полностью 6 сынған омыртқасын жазып алғандығынан сіздер көріп отырсыздар. Менің алдымнан қаншама шәкірттер өткен, ауруынан айыққан, жана арманына жеткен, 28 күннің ішінде пәтер алған, 28 күннің ішінде машина алған, 28 күннің ішінде тұрмысқа шыққан өте көп оқиғалар болғандықтан, сіз егер жасасаңыз, мен айтқан нәрсені бірге бір гарантия берем. Егер жасасаңыз, әрғарай кеттік. Бұл методика жаңа курстарға ұқсамайды. Өйткені мен соңғы кезде осы 24, 25, 26 жылдар мен тағы да білім алдым. Америкаға бардым, қаншама елдерде болдым. Сол білімдердің негізінде свежий жаңадан жаздым. Өйткені бұған дейін ескі 23 жыл жазылған нұсқа ғана сатылымда болса, мен осы 26 жылы жаңа нұсқаны жаздым. Бұл құпия білім және бұл білімді әлемнің адамдарының 1% біледі. Енді осы ілімдерді мен жылдар бойы жинап, өзімнің уникальный квантовый переход методикасын жасадым. Өйткені қаншама квантовый переходтың сабақтарына қатысқан кезімде өте қатты алыс қалып кететін білімдер бар екен, және қазақы ұғымға сәйкес келмейтін білімдер бар екен. Соның негізінде өзімнің авторлық 7 жылдың ішінде уникальный методикам жасап шықтым. Ол методика жылдармен бірге жаңарып, өзгеріп, кәдімгі күшті болу үстінде. Енді қалай квантовый переход жасайсың? Әрғарай кеттік. Қалай жасайсың? Бірінші, бай бақуатты версияңмен танысасың. Жаңа айтқандай, танысудың мен бұдан да тереңірек жолдарын көрсетем. Мен сіздерге жай ғана кішкене ғана осы эфирдің барысында дәмін татқызсам, әрғарай мен сіздерге бұдан да басқа жолдарын көрсететін боламын. Және өмірге деген көзқарас өзгеріп, үлкен үміт және сенім пайда болады. Ол жерде 3 модуль сабақ бар. Сол сабақта мен саған қалай танысу керек екенін қазақша айтқанда ешіп кәдімгідей түсіндіретін боламын. Әрғарай абсолютті тыныштыққа жетуді мен жаңа түсіндірдім. Арнайы жаттығу, медитация техникалар арқылы сенің ішінде полностью мына умның отключкасын көретін боласың. Как отключить свой ум? Үнемі сөйлей беретін ум тынышталып,
полный внутренний тишинаны сезетін боласың. Ол енді 4 модуль сабаққа енгізілген. Және квантовый поле портал ашу деген через медитация телаңды расслабить етіп порталға өтудің, яғни осы порталда өзіңнің жаңа нұсқаңмен қауышудың жолын мен 4 модуль сабаққа салдым. Сонымен қатар мен проводник Мақпал Қаратай сіздерге дұрыс версияға переход жасауға көмектесетін Қазақстандағы ең мықты мамандардың бірімін деп өзімді санаймын. Әрі қарай кеттік. Неге проводник болу маңызды? Өйткені дұрыс проводник болмаса, сен өзіңнің бай бақуатты версияңа переход жасаудың орнына керісінше жамбота істейсің. Әлсіз, кедей, бейшара, бақытсыз версияңа переход жасап кетуі мүмкін. Өйткені біз күн сайын таңдау жасаймыз. Біз өзіміз даже бессознательно қалай қайғыруға, уайымға кетіп қалғанымыз, қалай атқатқа өтіп кеткенімізді, қалай наоборот қарызға қарыз жамап алғанымызды, қалай минусқа минус жамап алғанымызды өзіміз білмей қаламыз. Себебі біздің төбемізде төніп тұратын мықты маман болмаса. Неге мен именно проводник болуым керек? Мақпал Қаратай. Өйткені мен өзімді жаңағы Қазақстандағы ғана емес, әлемдегі ең мықты ұстаздардың бірі санаймын. Мен өзімді пробужденный проводниктердің бірі санаймын. Өйткені сенің осы сабақтың барысында наконец-то өзіңнің ойыңды көре бастайсың. Өз ойыңмен екі ортада кеңістік пайда болады. Өз сезімдеріңді көресің, сезімдеріңмен екі ортада кеңістік болады. Сен өзіңнің ішкі әлеміңді жонглировать етіп басқарып үйренесің. Және менің алдымнан осыған дейін пәленбай мыңдаған шәкірттер өткен. Ол шәкірттер басым бөлігі, яғни өздерінің өмірінде квантовый переход жасаған, мен Қазақстанда нәтижеге өте көп өткен ұстаздардың бірімін. Яғни менің сабақтарымнан 95% нәтиже болады. Сондықтан мен сеніммен өзімді ең мықты проводниктердің бірімін деп есептеймін. Және нәтижені нығайту үшін мен сіздермен әр апта сайын тікелей онлайн эфирде зумда кездесіп отырмақшымын. Яғни қараңыз, Жамбота, саған квантовый переход деген сабақ беріледі. Қолыңа, сайтқа, даже бүгіннен бастап беріледі, ертеңнен бастап. Сен ол сабаққа кіресің, уже оқи бастайсың. Мына мен айтқан дүниенің бәрін терең ұғасың. Өмірді өзгерту 6 секунд екен ұғасың. Оған сәйкес өзіңнің ішкі сезімдерің басқа болу керек екенін ұғасың. Осы дүниелер жасай бастайсың. Енді екінші дүние семен сайын мен эфирде отыруым керек. Өйткені сен ана сабақты орындамай қалуың мүмкін, немесе сайтқа кірмей қалуың мүмкін, немесе мен айтқан дүниені түсінбей қалуың мүмкін. Сол үшін апта сайын 1,5 сағат мен төбеңде төніп тұрып, пока сен квантовый переход жасағанша мен саған түсіндіретін боламын. Әй, былай деп сенің сұрақтарыңа жауап беріп, яғни әр апта сайын зумда тікелей эфирде мен өз шәкірттеріммен кездесіп отырмақшымын. Тікелей эфирде не болады? Тікелей эфирде әрине кванттық поле жасайтын боламыз, практикалар жасаймыз, медитация жасайтын боламыз, переходтар жасаймыз және сұрақ жауаптарыңызға жауап беретін болам. Кім кванттық переходқа дайын? Мен деп жазыңыздар. Қазір мен сіздерге айтатын керемет жаңалығым бар. Керемет. Мен бұл сабақты бүкіл, как всегда, әдеттегі әрбір сабағым сияқты жан жүрегіммен өткіздім. Жан жүрегіммен мен сайтқа квантовый переход деген новый сабақ жаздым. Бәленбай модульдан тұрады, яғни барлығы ұғынықты. Ішінде 30 медитациясы бар, 2 жаңағы дыхательный практикасы бар, 2 молитвасы бар. Прям от души жазылған сабақ ол сайтта GetCourse'та сақтаулы. Одан кейін мен сіздерге апта сайын отырып, төбеңнен төніп отырып зум өткізбекшімін. Әрбір апта сайын, яғни осы дүниелерге кім дайын жазыңыздар. Қазір мен сіздерге қатысу құны қанша деген дүниеге жауап бермеппін. Представьте, қазір маған келіп кезінде Жамботалар, сенің өміріңді осыншалықты өзгертем, 500 000 теңге таба алмай жүрген жеріңнен сенің өмірің да неузнаваемости өзгереді. Сенің қызың Америкада оқитын болады, сен қалаған үйіңде тұрасың, әлемді саяхаттайсың. Мысалға, сіздер білесіздер, менің өмірім Алматыда жылына 12 ай болатын болса, мен сол 12 айдың Алматыда 4-5 ай болам. Қалған уақыттың бәрінде шетелде саяхаттайсың, сен ақшадан қиналмайсың, қалаған ғұмырыңды сүресің, бірақ сен соған қанша құн төлеуге дайынсың десе, мен шын айтарым, я готова все платить, лишь бы мені осы жерден шығарса болды. Осы жопадан алып шықсаңыз болды деп айтар едім. Кванттық переход гарантированно жасау үшін Жамботалар, Мақпал Қаратай бүгін щедрая, добрая, сіздерге кванттық переходты 100% жасау үшін, яғни сабаққа келгеннен кейін өміріңіз түбегейлі өзгеру үшін, мен сіздерге гарантированно болу үшін уәдеден де көп нәрсе бергім келіп тұр. Осы айтылған дүние это еще не все. Это еще не все, мұқият тыңдаңыздар. Кванттық переход гарантированно жасау үшін мен 6 кездесудің орнына 9 зум берем.
Чтоб сіз апта сайын пока миыңызға шегеленбейінше, пока өзіңіздің умыңызды артқа лақтырмайынша, пока ескі программаңызды лақтырып тастамайынша, сізге қазір қарызды, қиыншылықты, өмірден баз кешуді әкеп тұрған ескі программаңызға доверять етпей, жаңа нұсқаны жазғанша, мен сіздермен 9 зум кездесуде отырамын. Яғни, ең бастысы, мына заттар сіздерге керек болады. Өйткені біз квантовый скачок жасау үшін, квантовый переход жасау үшін не только сознаниемен жұмыс істемейміз, не только ішіміздегі душамен жұмыс істейміз, и тәнмен де жұмыс істейтін боламыз. Яғни, бұл өте ауыр емес, қайта қызықты кезең болады. Қызықты. Біз кәдімгідей бір-бірімізбен чатта бөлісеміз, әсерлерімізбен. Уже чатта, апай, менің өмірімде квантовый переход болды деп қыздар жазып атады, жігіттер. Мен уже үй алып жатырмын, мен уже машина алып жатырмын, мен саяхатқа шықтым, маған күтпеген жерден Меккеге сыйлыққа берді. Өте көп қуанышты, яғни сіздерді ана ескі өмір алып кетпейтіндей группа бір-біріне көмектесетін болады, яғни бір-бірімізге қолдау білдіріп отыратын боламыз. Сондықтан төмендегі қызыл кнопканы басыңыз қазір, сіздің өміріңіз Жанбота, мен қайталап айтам, Жанбота. Осы қызыл кнопкаға дейін және қызыл кнопкадан кейін болып өзгеретін болады. Бұл билет только в один конец, яғни сіздің ескі өмірге оралпайтын білім болатындығын мен сіздерге толық сеніммен айталам. Өзімнің осы квантовый переход деген сабағымды мен осы шілде-тамыз айларында от души жазып шықтым. Сондықтан прям жан жүрекпен жазылған сабақты көресіздер и міндетті түрде практикалар жасайтын боламыз. Квантовый переход жасататын ең ғажайып құрал ол әрине медитация болып танылады. Өйткені без медитация сіз полеге өте алмайсыз. Сіз без медитация жасай алмайсыз. Сондықтан медитацияны қалай жасау керектігін, қандай медитация жасау керектігін, және абсолюттық тишинаға қалай жету керектігін, чистое сознаниеге қалай айналу керектігін, жаңа нұсқаны қалай алмастыру керектігін, осының бәрін егжей-тегжей сабақтың барысында сіздерге түсіндіретін боламын. Не болды, Мұхит мырза? Маған жаңасы кофем қайда? Ау? Сіз уже процесске кіресіздер. Квантовый переход бір күні жасайым деген әңгіме жоқ бізде, Жанботалар. Бізде бір күні бақытты болам деген әңгіме жоқ. Бізде қазір таңдаймын. Қазір өтемін өзім нұсқамы. Мен өмір бақи өзімді кейінге шегеріп, кейін бақытты болам деп алдап келгенмін. Я не хочу откладывать свою жизнь деген адамдарды күтемін. Қазір мен осы жаңағы алдағы айды пайдаланам да өзімнің өмірімді түбегейлі өзгертемін деген. Я готова работать, сидеть и работать, медитировать. Ол медитация деген сіздің бүкіл күніңізді алмайды, Жанбота. Сіз определенный 20 минут, 30 минут өзіңіздің жаңа нұсқаңызға қаншалықты сіз өзіңізді беруге дайынсыз. Сіз қаншалықты жаңа нұсқаңызды қоректендіруге дайынсыз. Сіз қаншалықты жаңа нұсқаңызға мен сені таңдаймын деп айтуға дайынсыз. Сіз өйткені автомат түрде ескі нұсқаны таңдай береміз, ескі өмірді. Сондықтан осы жерде айтқым келеді, яғни сіз қазір таңдау жасау үстіндесіз. Сіз біздің өмірімізде өткен шақта жаңағы қиындықты немесе бақытсыз ғұмырды өзіміз бессознательно таңдағамыз. Дәл қазіргі біздің қарыздарымыз, дәл қазіргі біздің қиындықтарымыз бір кездегі өзіміздің білместікпен таңдаған таңдауларымыз болады. Дәл осы жерде сіздерге осознанно таңдау жасауға кеңес беремін. Мынандай массажер, мына қараңыздар қаншалықты ауыр, мынандай кнопкаларын басасыз да, сіз осы массажерді арқаңызға таңып, денеңізді босатып үйретесіз. Дене қатып қалған, Жанботалар. Денеде энергия еркін ақпайды өйткені. Мынандай массажер көзге арналған, яғни мына полностью басты босату мақсатында. Одан кейін мынандай массажер аяққа арналған, полностью аяғыңызға кигізіп алып, кәдімгідей барлық нүктеңізді балбыратып, денеңізді босатасыз. Сондықтан қазір шешім қабылдаңыздар. Сіздердің сол үшін дәл қазір сіздің өміріңізді өзгертетін бір ғана кнопканы қолыңызды басып, сөз шешім қабылдаймын да, мен осы сабақты оқимын деген шешіміңіз болып табылады. Ау? Кім шешім қабылдай алады өмірде? Өмір жалпы шешім қабылдай алатын адамдар жақсы көреді. Кім шешім қабылдады? Жазыңыздар, мына сыйлықты былай қарай кішкене қоя тұрайын. Ау? Қосып беріңізші. Кім шешім қабылдады? Жазыңыздар қазір. Енді ары қарай кеттік. Сонымен квантовый переход жасауға шешім қабылдаған адамдар жазыңыздар. Сіздерге мен деп жазыңыздар дедім. Енді мен сіздерге айтатын күшті осы сәтті жақсы көрем. Өйткені менің өмірімде, айналамда квантовый переход жасап жүрген шәкірттерім өте көп. Яғни сол шәкірттерімнің әрқайсының өмірінде жасаған жетістігі мені қатты қуантады. Мен ауруынан айыққан адамдарды көрген кезде,
өзінің пәтеріне көшкен адамдарды көрген кезде, өмірін түбегейлі өзгерте алған адамдарды көрген кезде өзім қатты қуанамын. Жақында ғана жаз айларында мен өзімнің Шынар есімді шәкіртімнің Алматы қаласынан алған 3 бөлмелі пәтерінде қонақта болдым. Ол айтады, мен Алматы қаласынан пәтер алам деп ойлаған жоқпын дейді. 108 миллион қарызым болды деп мені үйіне қонаққа шақырды, сыйлығын берді. Сол сияқты менің өте көп шәкірттерім жаңа осы жылдар ішінде маған алғыстарын айтады. Дәл мен даже эфирдің барысында бүгін ғана маған от души жаңағы 600 мың теңге сыйлық алып келген шәкіртім отыр, Жазира. Яғни мен сіздің сабақтарыңызға қатысудың арқасында өмірімді түбегейлі өзгерте алдым деп. Сондықтан сіздерде осы менің маған қуаныштарыңызбен бөлісуге шын жүрегіммен тілеймін. Чатқа жазып, дайректке жазып, Мақпал Қаратай, мен квантовый переход жасадым, мен квартира алдым, мен немесе жаңағы пәтерімді саттым деген нәрселерге өтсеңіздер. Әйгерім деген менің шәкіртім осы маған келді. Осы квантовый переход жасаудың арқасында 28 күннің ішінде Әйгерім 71 миллион теңге тұратын танк деген машинасын алды. Әйгерім өмірін түбегейлі өзгертті. Қазір Әйгерім үлкен бизнесқа қарай өтуде. Яғни оның амбициясы өсті, ішкі сенімі артты, өзінің бизнесін қарыштатып, ұмытпасам 30 миллион теңге товар айналымнан қаншаға ауысты? 200 миллион теңге компаниясы 200-300 миллион теңге оборотқа өтті. Компаниясының обороты бұған дейін маған келгенге дейін 30 миллион теңге болатын болса, квантовый переходтың арқасында компаниясының обороты 300 миллион теңгеге өсті. Әрі қарай кеттік. Зейнеп маған келген кезде салонда қас бояушы болып жұмыс істеген, 300 мың теңге айлыққа жұмыс істеген. Представьте, мұқият тыңдаңыздар. 300 мың теңге айлыққа қас бояушы болып жұмыс істеген. Осы квантовый переходты медитациядан жасаудың түсініп, осы сабақты сатып алады, квантовый скачокты, сөйтіп Ереванға барады. Ереванға бардым да дейді, Мақпал апай дейді, есік терезенің бәрін жаптым да, 3 күн ешқайқа шықпастан медитация жасап отырып алдым дейді. 3 күн медитация, бірде-бір клиентім жоқ дейді. Ереванға не үшін келіп тұрғанымды өзім білмеймін дейді. 3 күн медитация жасадым да, 3 күннен кейін терезені ашып қалған кезде, әлі күнге шейін сол сәтті помню дейді. Терезені ашып қалған кезде тауларға қарап, Ереванның әдемілігіне қарап, мәссаған, сонша сұлулық екен ғой деп жүрегімнен бір бақыт сезім бөлінді дейді. Одан кейін мен как будто менің өмірімді өзім емес, чудо управлять етіп жатқандай болды дейді. Сол жолы мен 10 миллионнан астам табыс таптым дейді. Сол табысы әрі қарай еселеніп, Зейнеп небәрі 6 айға жетпейтін уақытта Алматы қаласынан 100 миллион теңге наличкаға квартира алды. Представьте, өзінің бизнесіне өтті, алтын бизнесіне. 100 миллион теңге наличкаға квартира алды. 25 миллион теңге машина алды. 9 жылдан кейін сәби сүйді. Яғни Зейнептің өмірі до неузнаваемости өзгерді. Просто өзінің жаңа нұсқасын таңдаудың арқасында салонда бравис болып жүрген жерінен жаңа нұсқасын таңдады. Бизнес-ледиға айналды, табысы артты, машиналы болды. Шетелде жыл сайын саяхат, жыл сайын бәленбай саяхат. Еще квартирасын алды. Мені Зейнеп, кстати, тоже үйіне қонаққа шақырып, алғысын айтып, сыйлығын жасаған болатын. Айнұр маған келген кезде міне бірінші суретте тұр. Яғни осы квантовый переходты үйренгісі кеп келді. Қытай елінен көшіп келген екен Айнұр. Алғаш келген кезде Алматы қаласында өте төменгі райондардың бірінде пәтер жалдап тұрады екен. Сөйтіп келіп, осы дәрісті меңгерудің арқасында, өсудің арқасында Айнұр Алматы қаласынан 4 бөлмелі пәтер алды. Алматы қаласынан балаларын частный мектепке берді. 25 миллионға квартира алды. Міне саған белгілер деп, саған тағдырларың белгі бере бастайды. Былай қарай жүр, мына нәрсені таңда, былай қарай. Бірақ біз адам оянбағандықтан тегін беріп тұрған жолды байқамаймыз. Бізге мысалға, былай қарай жүрсең, ана жерде сенің алдыңда қызықты өмір күтіп тұр. Былай қарай жүрсең, арманың күтіп тұр деген жолды байқамаймыз. Біз өзіміздің ескі нұсқамызға қарай не істейміз? Өте береміз. Екінші, квантовый переходтың арзан құны бар. Қазір сіздің өміріңізді өзгертудің арзан құны бар. Арзан, аса қатты құн төлемейсіз. Яғни адамның өмірінде бір кішкентай сынақтар бола бастайды. Қарыз бола бастайды, өмірінде бір ақша болмайды, депрессияға түседі, бір тығырыққа тіреледі. Яғни сен арзан құн төлеп тұрсың. Ол арзан құнның шешімі де арзан. Яғни ол үшін не істейсіз? Мен ұсынып отқан жол, сабаққа келесіз де, осы кезеңнен спокойно шығып, жаңа кезеңіңізге секіріп өтіп кетесіз. Қайталап айтам, ұғып жатсыздар ғой, өмір сіздерге тегін жол ұсынады, біз оны көрмейміз.
Өйткені адамдардың көпшілігі оянбаған. Екіншісі арзан жол ұсынады. Сенің өміріңде қандай да бір проблема пайда болады. Осы проблеманы жаңа болғаннан кейін сен тоқтайсың, ойланасың. Ондай кезеңдерде мысалға кездейсоқ емес, алдыңыздан Мақпал Қаратай сияқты ұстаз шығып тұр. Осынша сабақты келсең, осынша нәрсені үйренесің деп отыр, иә. Бірақ біз бұл арзан жолды да ұқпаймыз. Мен өзім солай түсіндім, өттім. Үшінші, квантовый переход жасасын деп саған ең қымбат жолды береді. Ол қандай? Ол мысалға ажырасуыңыз мүмкін, отбасылық сынақ болуы мүмкін, балаңызбен сынақ болуы мүмкін, үлкен қарыз болуы мүмкін, денсаулық болуы мүмкін. Яғни сен қымбат құн төлейсің де түбі бәрібір өзіңнің бақытты версияңды іздейтін боласың. Где менің бақытты версиям? Сондықтан мен өзім қымбат құн төлеген адаммын. Өйткені мен жаңағы алғашқы арзан құндарды төлеуге ақылым, ой өрісім жетпеді. Қымбат құн төлеу арқылы ғана мен өзімнің өмірімде квантовый переход жасай алдым. Сіздерге айтқым келеді, әрқайсыңызға қымбат құн төлемей ақ қойыңыздар. Яғни мен заслужить етуім керек, қиналуым керек, мен көбірек зорғуым керек, сонда ғана менің өмірімде жақсылық болады деп адаспаңыздар. Оның барлығы великий обманщик, умның қитұрқы әдеттері болып табылады. Сондықтан сіздердің барлықтарыңыз дәл қазір бақытты ғұмырыңызға, армандаған өміріңізге лайықтысыздар. Ол үшін қымбат құн төлеудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Просто өзіңіздің жаңа версияңызға өтсеңіз болды. Ол үшін зорғудың да, жанталасудың да, аурумен басқамен сыналудың да қажет жоқ. Сіздер бүкіл әлемдегі адамдар қандай лайықты, тура сондай сіздер де лайықтысыздар. Өмір сенің переход жасағанша, яғни пока сен переход жасағанша, өмір сенің өміріңде бір эпизодты, циклды қайталай береді. Яғни сенің өміріңде қайталана беретін оқиғалар болады. Мысалға, бір еркек алдаса, сені алдай беретін еркектер кездеседі. Немесе бір қарызға кірсең, қарыздан шыға алмай қаласың, циклда жүре бересің. Яғни немесе жаңағы өміріңде бизнестан күйсең, үнемі бизнестан күйе бересің. Немесе сен достарың сатқындық жасаса, үнемі саған сатқындық жасайтын адамдар бола береді. Яғни сенің өміріңде қайталана беретін оқиғалар болып жатса, Жанбота, онда саған Алла тағала, вселенная, яғни квантовый переход жаса, оян дегенді айтып тұр. Оян да өзіңнің ішіңдегі шексіздікке өт. Оян да өзіңнің шектеулі болмысыңнан шексіздікке өт. Өзіңнің жаңағы маленький версияңнан лайықты нұсқаңа өт. Оян да өзіңнің ішіндегі гигантпен қауыш деп отыр. Оян да өзіңнің ішіндегі истинный өзіңмен қауыш деп отыр. Сондықтан кімде осындай болып жатыр, яғни өмірі циклдар қайталанып жатыр. Мысалға, бірнеше мәрте тұрмысқа шығуы мүмкін, әрбір тұрмыс сәтсіз болып шығуы мүмкін. Немесе өмірінде бір қарыз қайталана береді, оқиға қайталана береді. Сенің ішіндегі сезімдер сол, бірақ сыртындағы декорация алмасуы мүмкін. Мысалға, сен ер азамат алдай береді, әртүрлі еркектер болуы мүмкін, бірақ сенің ішінде сол оқиға кезінде бөлінетін реакция, восприятияң қайталана береді. Сол адамдар жазып кетіңіздер. Мақпал ханым проводник, рахмет дейді, сіздерге де рахмет. Жазып отырыңыздар. Енді сондай адамдарға осы именно квантовый переход сабағы болғанмен, бұл жерде ояну, пробуждение, өзіңнің жаңа за пределы себя шығу, өзіңнің үнемі тағдырыңды қайталана беретін ескі нұсқаңа қарай өтіп кетпеудің төңірегінде болады сабақ. Жүрегіммен осы соңғы жылдары 300 миллион теңгеден астам ақша төлеп алған білімімнің негізінде жазылған сабақ. 300 миллион теңгеден. Мен өте мейірімділігі мен қаталдығы бар ұстазбын. Дыхательная практика. Шешім қабылдаймыз, как взрослый человек. Өзімнің ішкі мышлениемді ауыстырам, ішімдегі сезімдерімді ауыстырам, переход жасау үшін жұмысты жасайым деген жауапкершілікті аламыз да. Басқа мен сіздерге сабақтың барысында басқа бай бақуатты версияңмен танысудың басқа да терең жолдарын үйрететін боламын, әрине. Өйткені сіздерге берілген 1,5 сағаттың ішінде біз ол дүниені толық терең өте алмаймыз. Танысудың бұдан да терең жолдарын көрсетемін, өмірге деген көзқарасыңызды өзгертемін, ішіңізге отты жағамын, ішіңізге өмірден ләззат алу бақыттан жылайтын боласыздар. Менің сабағыма қатысатын адамдар жылайды. Джо Диспензаның сабағына қатысқан кезде айтып еді, за то, что мы живы деп жылайтын боласыңдар деп. Тура солай, за то, что мы живы деп аңырап жылайтын боласыздар. Құдайға шүкірдіктен жылайтын боласыздар. Ішіңіз қуанышқа, себепсіз өмірде тірі болғаныңызға арналған қуанышқа толатын болады. Қалықтап қанат бітіп ұша бастайсыздар. Энергияңыз алмасады. Өмірде осы ішіңіздегі состояниелер өзгергеннен кейін өміріңізде как будто сізге бүкіл есіктер ашық бола бастайды. Жолыңыз ашылады. Сол кезде таң қаласыз. Мәссаған, мұның бәрі қайдан болған? Бұрын жоқ еді ғой деп. Менің алғаш осы квантовый переход жаса бастаған кезде
солай жылаған болатын. Мұның бәрі менің өмірімде жоқ еді, ғой қайда болған бұлардың барлығы деп. Яғни мен өзгергенде, менің ішімдегі нұсқа өзгерген кезде, менің сыртқы өмірімде жанботалар түбегейлі өзгеріп кетті. Сондықтан мен сіздерге айтқым келеді, квантовый переход деген сөз тағдырдың тосын сыйы болып табылады. Адамның внезапно жаңа байып кетуі, адамның күтпеген жерден өміріне ғажайып келуі. Оны Джо Диспенза сабақтарында былай айтады, сені квантовый переход шокировать ету керек дейді, шок қылу керек дейді. Неужели это все со мной происходит деп айтуым керек дейді. Мен сол кезде естіген кезде осы сабақта алғаш рет сол 7-8 жыл бұрын олай болуы мүмкін ба деп ойладым да, қалай? Неужели мынаның бәрі менің өмірімде болып жатыр ма деп сен жылайтын боласың дейді. И мен бірнеше дүниелерге квантовый переход жасаған адаммын ғой. Мысалға менің алдымда мыңдаған адамдар отырсын дедім, я хочу ол кісілерге сабақ берсе деп ойладым, маған мынандай нәрселерді, и каждый раз орындалып жатқан кезде мен талай мәрте даже осы тренинг жасап отырып мыңдаған адамдар алдымда тұрған кезде мен неужели это все происходит со мной деп аңырап жылағам. Неужели мынаның бәрі менің өмірімде? Мысалға мен қаладым әлемде мен достарым көп болса деп, ол достарыммен танысып аттым, ақша өзі келіп жатты, қалаған моменттерім болып жатты. Сонда мен мынаның бәрі қалай, мен бұрынғы өмірімде осының бірі де болмаған, мен қалай ғұмыр кештім деп ойладым. Сондықтан квантовый переход деген Джо Диспенза айтпақшы, сені шокировать ету керек, шокировать. Мәссаған, это возможно деп ойлауың керек та. Сосын бір квантовый переходтың бір жақсы жері, алғашқы дүниесі крошки деп аталады. Сенде алғашында күтпеген бір сені жаңағы қызыл көйлек іздесең, қызыл көйлегің табыла кетеді. Бір адамды ойлап қалсаң, ол ертесіне кездесе қаласың. Саған мысалға 200 мың теңге төлеу керек болатын болса, 200 мың теңге түсе қалады. Яғни осыны крошки кезінде көбірек алғыс айтыңыздар, көбірек. Крошки кезінде алғыс айтқан сайын сіз үлкен скачокқа есікті ашып жібересіздер. Яғни менің өмірімде крошкалар өте көп. Мысалға маған көйлек керек болатын болса, бір кісі қонаққа шақырса, тура менің қалаған көйлегімді сыйға беріп тұрады. Мысалға мен жаңағы бір бренд магазинге кіріп, бір костюмды көріп, мән әдемі екен десем, ертең сол костюм маған сыйлыққа беріп тұрады. Это өте көп жаңағы мүмкіндіктер, как будто менің өмірімнің каждый моменті ол скачок. Бір адаммен танысқым келсе, мысалға Москвада қаншама блогерлер болды, мен ол кісілерді инстаграмнан көріп таңғалып отыратын тұғым. Мына адамдар қандай екен деп. Кейін қарасам, солармен бірге Қырғызстанға кетіп баратам, сол блогерлермен. Бір қарасам, олармен бірге Балида жүрем. Яғни менің өмірім осындай таңғажайып құпияға айналды. Сондықтан қызыққа айналды. Сіздерге айтқым келеді, дәл қазір өзіңіздің состояниеңізді өзгертіп, хочу познать деп айтыңыздар. Каково это? Бай болу, каково это ақшаңды ойланбастан жұмсау, каково это өзгелерге көмектесу, каково это қалаған шетеліңе бару, каково это сүйікті адамыңа тұрмысқа шығу. Яғни сіздерді хочу познать қалай екен деген кезде сіздің уже ішкі состояниеңіз алмасады жанботалар. Мен өзімнің 1 миллиард теңге тапқан кезімде, сол жылы мен өз-өзіме айтқан болатын, хочу познать, каково это 1 миллиард теңге тапқан қандай екен, Алла тағала мен осыны көргім келеді, сезінгім келеді дедім да. И сол сезімді сезіндім ішкі әлемде. Одан кейін менің өміріме күтпеген жерден сол сумма келді. Үй алғанда да, машина, любой нәрседе я хочу познать. Қандай екен осындай машинаны алып мінген, қандай екен осындай жаңағы елдерге барған, қандай екен мысалға Американы барған, қандай екен Ниагарский водопадты көрген. Бәрін сонда не істеді, Алла тағала менің өміріме жібере бастады. Сондықтан әрқайсыңыз лайықтысыздар, хочу познать деп айтыңыздар. Яғни осы познаниемен келіңіздер. Бұл бір таңғажайып путешествие болады жанботалар. Мен сіздерге айтқым келеді, 28 күн өзіңнің ішкі әлеміңе сүңгу, өзіңнің ішкі әлеміңді жаңа Джон Кех айтпақшы, внутренний сатты тазалап өту. Ішіне гүлзарлар егеміз, ішіне внутренний сәтке хош иісті аңқыған гүлдер егеміз, жаңа сезімдерге баулайтын боламыз, жаңа кезеңдерге өтетін боламыз. Сондықтан осы бай, бақуатты версияңмен танысуға мен 3 модуль сабақ жаздым. Арнайы специально, өйткені бүкіл бұл сабақтарға терең тоқталмасаңыз, миыңызға шегелеп тастамаса, көп адам өзінің ескі нұсқасына қарай өтіп кетеді. Абсолютті тыныштық дегенді мен сіздерге түсіндірдім. Яғни біздің үнемі құлағымызда голос в голове, шум бар, үнемі тоқтамай жаңағы сөйлейді біздің ішімізде ойлар арқылы, біздің ішімізде әртүрлі сезімдер көтеріле береді қайта-қайта, химия деп атайды оны. Осы біздің ішімізде реакцияларымыз бар, восприятиеміз бар. Абсолюттық тишина кезінде сіздер кәдімгідей құлаққа тана ұрғандай дейді ғой, тып-тыныштық сезесіздер.
полный абсолютный тишинаның не екенін көрген кезде менің сабағыма келетін адамдар таң қалады. Әсіресе бұл абсолютный тишинаны Алматы қаласында болатын тренингте бірге жасайтын боламыз. Онлайнда жасаймыз, бірақ офлайн жасағанның жөні бөлек. Сол үшін Алматы қаласындағы тренингке міндетті түрде қатысыңыздар. Өйткені абсолютный тишинаны 1 минутқа жасауға болады, секундқа жасауға болады. Но менің сабағыма қатысқан адамдар кәдімгідей 1 суткаға абсолютный тишинаға кетіп қалған кездері болған. Сол кезде ол адамдар: Мақпал ханым, у меня отключен мозг. Қалай сонда деген кезде сен әлемді не через свою призму чистый қалпында көресің. Сол кезде абсолютно тишина кезінде, мозг отключен болған кезде адамдардың жүрегі ашылып кетеді да, өте қатты бақыттан жылайды, әлемнің шексіз сұлу екенін көреді. Осындай кезде үлкен осознание абсолютно тишина кезінде, как будто бүкіл әлемнің дірілін сезіп тұрғандай болады, бүкіл әлеммен бірге тыныс алып тұрғандай болады, унисон бола бастайды. Бұл өте керемет практикалардың бірі. Сол абсолютно тишинадан кейін қаншама адамның өмірі түбегейлі өзгереді. Яғни сол кезде Абайдың айтқан анық ақыл дейді ғой. Мынау абсолютно тишина кезінде анық ақыл түсінеді. Джо Диспенза айтпақшы, умная любовь дейді. Мозг полностью кәдімгідей өзінің ритмінде, өзінің дұрыс қалпында жұмыс істей бастайды. Басың настолько четко жұмыс істейді. Мозг отключен, но қажет кезінде четко жұмыс істей бастайды. Сондықтан бұған мен арнайы 4 модуль сабақ арнадым. Квантовый поле портал ашуды сіздерге түсіндірдім. Яғни портал ашу үшін сіздің телаңызды полностью отпускать етуге тура келеді. Ол үшін біз арнайы осы сыйлықтарды сіздерге алдым. Енді бұған 4 модуль сабақ айттым. Сонымен қатар проводник екенін, менің қандай проводник екенімді барлықтарыңыз көріп отырсыздар деп ойлаймын. Ертең маған хабарласып, 28 күннен кейін: Мақпал Қаратай, менің арманыма жеттім. Қалаған үйімнің жаңағы ішінде отырмын. Немесе қалаған көлігімді алдым. Немесе мен күтпеген жерден осындай тағдыр тосын сый жасады деген жаңағы хабарламамен маған хабарласып тұрыңыздар. Әрине біздің мына ғажайыпқа сенбейді. Ол мүмкін емес. Сенің өмірің өзгермейді деген сөзді бізге үздіксіз айтады. Үздіксіз. Дәл қазір осы сабақты алмай қой, өмір өзгермейді ғой, бізге осы болады деген ойларды үздіксіз айтады. Біз өмір бақи осыған саботаж жасайтын, бізді атака жасайтын, біздің онша емес екенімізді айтатын умға сеніп келдік. Соны таңдадық. Бірінші рет душаңыз таңдаңыз. Бірінші рет оянуды таңдаңыз. Бірінші рет өзіңізді таңдаңыз. Бірінші рет жаңа ғұмырыңызды таңдаңыз. Бірінші рет жаңа нұсқаңызды таңдаңыз. Сондықтан осы шешіммен келіңіздер. Мен ескіні әбден қоректендірдім жылдармен. Ескінің айтқанын жасадым, өзімді қорқыттым, уайымдаттым, лайықсыз екенімді сезіндірткіздім, өзіме деген махаббат болмады, үнемі қарызда болдым, теперь басқа ғұмырды таңдаймын деген шешіммен келіңіздер. Яғни, егер сіздер басқа мемлекеттерден болсаңыздар, Қарақалпақстан немесе Қырғызстаннан болсаңыздар, просто менеджерға жазасыз. Сондықтан алғым келеді деген адамдарға ол сізге мен ештеңе істей алмаймын, Жамбута. Сіз үнемі келеді, хочу деген сезімдермен жылдарыңыз өте береді. Өмірді өзгертетін істеймін, өтемін, қазір деген. Яғни, потом, алғым келеді, бір күні деген адамдар, онда мен сіздерге ештеңе істей алмаймын. Өмірді өзгертетін шешім, нақтылық, жауапкершілік, хочу, оқим, істейм, 28 күннің ішінде өтем деген жігерлі бойында өзіне деген жаңағы махаббаты бар, өзін таңдай алатын адамдарды ғана күтем. Сондықтан, жамботалар, жаңағы менің қандай проводник екенімді ұқтыңыздар. Дәл қазір сіздердің сіздерге сұрақтарыңызға бір 2 минут жауап бере аламын, одан кейін біз қоштасатын боламыз. Айтып бер. Қазір не жақта айтып жатыр адамдар. Сіздердің қазір осы жерде маған айтып жатыр, қалай болғанда да сіз осы дәріске келу арқылы ешқандай ұтылмай тұрғаныңызды түсіндіріңізші дейді. Біріншіден, мен сізге айта аламын, бұл сабақтың аты квантовый переход деп аталғанмен, бұл сабақ негізі оянуға арналған. Әрбір душа өмірге келген кезде өзінің осы қатып қалған запрограммированный, автоматизированный болмысынан оянып, бойындағы шектеулі нұсқасынан арылып, шексіздікке қарай өту керек. Бұл квантовый переход, яғни сіздің өміріңізде арманыңыздың орындалу, ол приятный бонус болып табылады.
негізі сіз кәдімгідей оянып, өзіңіздің үнемі сөйлей беретін ойыңызбен ортада кеңістік пайда болады, өзіңіздің сезімдеріңізбен кеңістік пайда болады, өзіңіздің истинный өзіңіздің кім екендігін ұғатын боласыз бұл сабақта. Бұл менің өмірімді түбегейлі өзгерткен пробужденностың төңірегіндегі дәрістердің бірі болып табылады. Сонымен қатар сіз бұл дәрісте терең өзіңіздің бойыңыздағы мәңгі өлмейтін душаның үнін еститін боласыз. Истинный өзіңізбен қауышатын боласыз. Және мұның бәрінен бөлек сіз ескі өміріңізді артқа тастайсыз да жаңа өмірге қадам басатын боласыз. Сіз өзіңіз жаңағы мен айтқандай бақыттан жылап, мұның бәрі неліктен менің өмірімде болып жатыр, мен қалай болып кетті деп өзіңіз шок болатын боласыз. Сондықтан сабаққа мен сізге айтқан дүниелерді жасасаңыз, гарантированно квантовый переход болады. Сіздерге айтқым келеді, сабаққа мен осы нәрселерді жасаймын деген жауапкершілікпен келіңіз. Мен ұстаз ретінде, проводник ретінде сізге бүкіл білімді төбеңізге төніп тұрып, нығарлы түрде түсіндіріп, сізге чатқа дұрыс тапсырмаларды жіберіп отыратын болам, ал сіздің міндетіңіз Жанбота, айтылған нәрсені уақытысында орындап отырыңыздар. Яғни сондықтан егер сіз мен айтқан дүниені бірге бір жасасаңыз, 28 күннің ішінде сіз ішкі состояниеңізді ешқашанда қайтпайтындай жаңа состояниеге өзгерте аласыз. Ешқашанда қайтпайтындай. Сондықтан осы 28 күннің ішінде сіздің өміріңізге күтпеген жерден тағдырдың тосын сыйы келе бастайды. Уже бір аптадан кейін сіздің өміріңізде крошки басталады. Бір аптаның ішінде сіздің өміріңізде күтпеген жерден бір есіктердің ашыла бастаған байқайсыз. Сол моменттерде жүрегіңізді махаббатқа одан әрі толтырып, алғыс айтқан сайын сіз өміріңіз ғажайыптарға келе бастайды. Бағана сабақтың барысында барлығыңыз өзіңіздің жаңа нұсқаңызбен танысып көрдіңіз. Дәмін сезіндіңіз. Мен сізге айтқым келеді, ақшасы бар, қалаған өмірінде сүріп жатқан нұсқаның ішкі сезімдері сол болып табылады. И мынау телаға жазылған нәрсе, тәнге жазылған нәрсе сіздің өміріңізде міндетті түрде орындалады. Сондықтан біз жаңағы ауызбен мен миллионермін, мимен мен бақыттымын емес, придется телаға записывать. Біз 28 күннің ішінде осы тәнге жазумен жұмыс істейтін боламыз. Күні бойы, яғни біз есімізге салып отырып, тәнімізге жаңа сезімдерді жазамыз. Мен сіздерге айтайын, 3 күннен кейін ақ өзіңіз бір аптаға жетпей шок бола бастайсыз. Өйткені сіздің өміріңізде күтпеген жерден жаңа есіктер ашылатын болады. Мұны квантовый переход дейді. Жаңа есіктер ашылғаннан кейін Жанботалар, яғни кішкентай дүниелердің өзіне алғыс айта бастаймыз. Бұл жерде біз коллективный медитация жасаймыз. Ол жерде менің бүкіл шәкірттерім жиналады. Ол жерде сіздердің көпшіліктеріңіз жаңағы шәкірттерім тыңдау арқылы өздеріңіздің көздеріңізбен қаншама адамдардың өмірін түбегейлі өзгерткенін көретін боласыздар. Сондықтан әзір берем. Алхимик деген не? Алхимик деген Жанбота, мынау мысалға темір болатын болса, сол темірге прикасаться етсе, соны алтынға айналдыратын адам. Алхимия деп атайды. Яғни мен мысалға алхимик адаммын. Өзімнің өткен шағымды, травмамды, қиындығымды мен істедім, ресурсқа айналдыра алдым. Оны кәдімгідей өзімнің өмірімнің байлығына айналдыра алдым. Сондықтан өзінің болын байлыққа айналдыратын адамды оны алхимик деп атайды. Яғни мен өзімді алхимикпін деп есептеймін. Сондықтан Пауло Коэльоның алхимик деген кітабы бар, бәріңіз білесіздер, мен сол кітапты өте қатты жақсы көретін кітаптарымның бірі. Яғни өміріндегі кедергіні ресурсқа айналдыратын адам. Өмірінде ақшасыз қалған сәтін оны шыңдалуға айналдыратын адам. Ақшасыз қалған кезің мықтылыққа айналдыратын адамды алхимик деп атайды. Өмір ұрып жіберген кезде одан сабағын алып өсіп шығатын адамды алхимик деп атайды. Сондықтан осы сабақты мен от души былтыр күз айында жазған болатынмын. Как стать алхимиком? Все, к чему вы прикасаетесь, ол богатствоға айнала бастайды. Адамдармен сөйлессеңіз, бір түсініктерден, ұғымдардан аласыз. Өмір қиындығын берсе шыңдаласыз. Неге жолғас ақшаға айналдыра бастайсыз. Мүмкіншіліктерді көре бастайсыз. Айналада мен сіздерге айтайын, тұнып тұрған ақша. Просто адам өзінің жаңағы программасының аясынан әлемге қараған кезде ол мүмкіншіліктерді көрмейді. Адам өзінің болынан қараған кезде, как будто ол саған тек қана өмір қиындықтан тұратын сияқты болып танылады. Мен сіздерге қазір просто бір ғана эксперимент жасайыншы, мысалға. Дәл қазір, например, сіздің өміріңізде ішіңізде тревожность көтерілсін. Енді ақша келмей қалады деген. Енді ақшам болмай қалады деген тревожность сізді көтерілсе, Жанбота, аяқ қолыңызды матап, орныңыздан тұрғызбай, айналаңызда тұрған ақшаны көрмей қаласыз. Как только просто бір ғана сезім, тревожность, енді ақша келмей қалады, енді не істеймін деген тревожность настолько над вами владеет, что сіз просто мұрныңыздың астындағы ақшаны көрмей қаласыз ғой.
не істеріңізді білмей, ақша келмейтін сияқты отыра бересіз, ақша келмейді. Өйткені біздің ішіміздегі бессознательный программаларымыз ол бізді бүйтіп уысынан ұстап басқарып тұр. Осылардан освобождаться ететін боламыз сабақтың барысында. Освобождаемся, өзімізді полный басқарып тұрған аяқты бүйтіп жасап отырып сөйлегім келіп кетті ғой сіздер. Полный освобождениеге өтетін боламыз. Яғни сіздің ішіңіздегі слепая зонада көзге көрінбейтін программа, мысалға, например, выживание деген программа көтерілген кезде, сіз қалай стресске түскеніңізді, қалай кортизолыңыздың көтерілгенін, қалай выживанияға как белка в колесе түскеніңізді білмей қаласыз. Жанталас жұмыс істеп кетесіз. Өйткені над вами управляет программа выживания. Сізде мысалға шарасыздық деген программа көтерілген кезде, сіз ол сезімнен қашып жүрсіз, ойбай, шарасыз болмайын, елдің алдында ничтожество көрінбейін деп. Ал бірақ сіз қалай шарасыз болғаныңызды өзіңіз білмей қаласыз. Настолько ол программа сізді қылқындырып, шарасыз екеніңді көрсетеді. Ё-майо деп. Сондықтан бұл сабақтарда айттым ғой, өте терең сабақтар, жанботалар. Сіз өзіңіздің шарасыздығыңызға ёп-пашамайт деп тіке қарайтын боласыз. Сіз өзіңіздің жаңағы программаңызға былай выживанияға тіке қарайтын боласыз. Сіз өзіңіздің ішіңіздегі ақшасыз қалам ба деген қорқынышыңызға тіке қарайтын боласыз. Осы қорқыныштарды ыдырататын боласыз дыхательный практикамен. Кәдімгідей полностью, даже ол сезім сенің бойыңды шарпып, слепая зонадан көтеріліп тұруы мүмкін. Шарасызсың, не істеріңді білмей жатсың. И сен либо тревожностьтасың, енді ақшасыз қалам ба деген қорқыныш болып тұр. Сенің аяқ қолың маталған сияқты, аяқтарың шынжырда сияқты, ештеңе істей алмайсың. Деп жылай бересің. Сондай кезде отважный болуға, өзіңнің сезімдеріңе тіке қарауға, оны дыхательный практикамен ыдыратып жіберген кезде сенің ішінде ресурс көбейеді ғой. Мә дейсің сен. Мәссаған, мен өзімнің программаларымның қалай құлы болып келгем, қалай мен оның құрығында өмір сүргем, қалай мен ол программалар управляли надо мной. Мәссаған, мен оларды еще обслужить еткем, мен оларды еще айтқанын орындағам, еще өміріме шарасыздық шақырып отырғам деп сен оянатын боласың, освобождениеге өтетін боласың. Бұл жай сабақтар емес, алхимикта, квантовый переходта самый глубинный сабақтар болып табылады. Шок боласыз. Миыңызды қазір мен эфирдің барысында жасаймын деп ойладым, бірақ жасай алмадым, уақыт аз болып қалды. Яғни сол эфирдің барысында сіз кәдімгідей 1 сағатқа 15 минутқа мозгтың отключать етудің не екенін сол жерде біз бірігіп жасайтын боламыз. Әрине мен айтқан жаққа қарай жүріп отырсаңыз, мен проводник ретінде сізге көрсететін боламын, как отключить мозг. Сіз сол кезде бойыңыздан кәдімгідей жүрегіңіздің ашылып, бойыңыздан божественный энергияның өткенін байқайтын боласыз. Абайдың сөзі бар: жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі деп. Яғни мынау мозг отключкаға кеткен кезде мынау жүрек ашылады. Мынау бізді басқарып алған, біз бастан мекендейміз. Бастан жүрекке өтетін боламыз. Бастан тәнге өтетін боламыз. Яғни жүрекпен өмір сүретін боламыз. Сол кезде жүрек ашылған кезде, бізден пустой болған кезде басқа энергия өтеді. Джо Диспензаның сөзі бар: ескі энергия, ескі өмір. Жаңа энергия, жаңа өмір. Яғни жаңа энергияға өтетін боламыз. Өзіңіздің терең трансформациядан өткеннен кейін, өзіңіздің өміріңізге переход келген кезде, сіздің өміріңізге ғажап сәттер бола бастаған кезде ұғатын боласыздар. Мұхит мырза, болды ау біз, мен қоштасайын сіздермен, яғни қазір мен бір қарап шығайын. Сондықтан мен сіздерге айтқым келеді, өмір сенің квантовый переход жасағаныңша, оянғаныңша, бір эпизодпен қайталанта береді, бір циклдың ішінен шыға алмай жүресің. Мұны сансара деп атайды. Өзінің құйрығын жеп жатқан жылан. Жыланның басы бүйтіп құйрығын жеп жатыр. Яғни сондықтан біз осы сансараның ішінде, осы матрицаның ішінде айналып жүрміз. Сол матрицадан шығу үшін өзіңнің ішіндегі истинный өзіңмен, шексіздікпен қауышуыңа тура келеді. Шын медитацияны сіздер сабақта көресіздер, өйткені основной кәдімгідей полеге өтуді, глубинный медитацияны, оңаша жасайтын медитацияның барлығын сабақтың барысында түсінесіздер. Сабақта 30 шақты медитация бар, теория бар, 2 дыхательный практика бар. Мен обожаю дыхательный практиканы. Сәл плохо болып тұрма, дыхательный практиканы жасайсыздар. 12 минуттығы бар, және одан жоғары минуттығы бар. Сразу ыдыратып жібересіздер. Сразу уже состояние бөлек, сразу энергия бөлек, сразу ресурс бөлек. Сонымен қатар здесь и сейчас өмір сүруді үйренетін боласыздар. Өзіңізді полностью любить ететін боласыздар. Өзіңіздің ішіңіздегі бүкіл программаны көретін боласыздар. Бірақ соған қарамастан жақсы көретін боласыздар. Және өміріңізге қалауыңызды жұлып алатын
творецтік состояниеге өтетін боласыздар. Сонымен жамботалар, мен сіздермен бүгін эфирде болғаныма шын жүрегіммен бақыттымын. Қазір 1 минут уақыттарыңыз бар. 1 минутта шешім қабылдауға, бәлкім соңғы моментте ойланып отыр. Ай, бір өтейінші осы мен. Ай, мен өзім оянайыншы, душаммен қауышайыншы деген адамдарға мен сіздерге 1 минут мүмкіншілік беремін. Одан кейін эфирден қоштасатын болам. Представьте, осы 1 минут сіздің өміріңізді түбегейлі өзгертетін минуттар болып табылады. 1 минут сізді жаңа есікті ашып, жаңа версияңызға қадам жасататын сәт болып табылады. 1 минут осы сіздің өміріңізде армандарыңызды орындататын кезең болып табылады. 1 минут сіз бір күні шіркін, мен сондай өмірім болды ғой деп күле еске алатын кезеңге қадам болып табылады. 1 минут сіздің жаңа нұсқаңызға, бай бақуатты нұсқаңызға өзіңіздің қолыңызды созған сәт болып табылады. Я выбираю тебя. Қолың созып тұрсыз. Кел маған, мен сені таңдаймын деп. Ескі версияңа рахмет жаным, алғыс айтам, сен осы жерге алып келдің. Енді мен жаңа нұсқама қолымды созатын сәтім болып табылады. Сондықтан қолын созатын адамдарға жүріңіздер, жаңа кезеңге өтейік, жаңа армандарыңызға жетейік деп айтқым келеді. Сау, сәлематта болыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Сабаққа алған адамдарға сразу ескертем, қаталдығым да, мейірімділігім де бар ұстазбын. Но мы это сделаем вместе. Сау, сәлематта болыңыздар.